Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, баршаңызға қайырлы таң. Семей телеарнасының тікелей эфирінде елге сәлем ақпаратты сазды бағдарламасы. Студияда бағдарлама жүргізушілері әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Армысыз көрермен, күндеріңіз оннан, арыс несібелеріңіз молынан болсын. Бүгін мюзикл күні, жылына бір рет барлық әртістер жиналып бір-бірін құттықтайды екен. Алғаш рет мюзикл күнін 2009 жылы атап өткен. Аз уақыт ішінде бұл мерекені атап өтушілер қатары көбейіп, бұл мюзикл жанрының жанкүйерлері асыға күтетін шаралардың біріне айналған. Сондай-ақ бүгін тағы да бір қызықты күндердің бірі шығар, ниндзя күні дейді ғаламторда. Аталған мереке күнтізбеге 2003 жылы белгілі бір сайттың басылымында енгізілген екен, кейін ары қарай таралып кетіп аса танымалдыққа ие болды. 1901 жылы америкалық суретші, мультипликатор, кинорежиссер, актер, сценарист және продюсер Walt Disney компаниясының негізін салушы Walt Disney туды. Қазір бұл компания Walt Disney Company деп аталады. 1932 жылы америкалық рок-музыкашы, рок-н-ролл негізін салушыларының бірі Little Richard дүние есігін ашқан екен. 1966 жылы Францияның эстрадалық әншісі актриса Патрисия Кас туды. Ол 2009 жылы Францияның атынан Евровидение байқауына қатысқан еді. 1913 жылы жазушы майдангер Жекен Жұмақанов дүниеге келді. 1914 жылы актер, режиссер, Қазақстан Республикасының халық әртісі Қуат Төлеков дүниеге келді. 1945 жылы физика-математика ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы инженерлік академиясының және халықаралық инженерлік академиясының академигі Қайрат Қадыржанов дүниеге келді. Қымбатты көрермен, 5 желтоқсан ел есінде сақталған атаулы оқиғаларға толы болды. Жалпы бұл әлем жұртшылығы үшін өте маңызды да айтулы күндер. Олай болса, жалпы 5 қарашадағы атаулы күндерге тоқталып өтсек, жалпы алғашқы сағатымыздың тақырыбында таныстыруды жөн көріп отырмыз. Жалпы еріктілер еңбегі ерен тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандар да бар, таныс болдыңыздар. Әнуар Мақсұтханов, еріктілер ұйымының лидері, Дана Төлеуғалиева, бас ұйымдастырушы, Аружан Базанова, арт-менеджер, және Бауыржан Оралбеков, еріктілер ұйымының мүшесі. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін шақырып отырғандарыңызға рахмет. Ең алдымен 5 желтоқсан дүниежүзілік волонтерлар күнімен барша еріктілерді құттықтаймын. Тамаша. Өздеріңізді құттықтаймыз бұл айтылы мерекемен. Жалпы сіздердің еріктілер ұйымы қалай құрылған еді? Сол туралы айтып өтсеңіз. Біздің еріктілер ұйымы 21 жылы 17 қараша күні студенттер күніне орай ашылған болатын. Ол бізде бұрынғы декан орынбасарымыздың қолдауымен жүзеге асқан болатын. Еріктілер ұйымы бізде қолдау еріктілер ұйымы деп аталады. Оның мақсаты жан-жақты студенттерді де қолдау және көпбалалы отбасыларға да көмек ретінде әртүрлі жағынан қолдау көрсету болып табылады. Бізде қазіргі таңда еріктілер құрамы 100-ден аса ерікті бар, және де біз 60-тан аса отбасыларға көмек көрсеттік, және де 20-дан аса үлкен жобалармен айналыстық. 100-ден аса мүше ол, яғни студенттер барлығы? Студенттер барлығы. Тамаша. Жалпы енді осы еріктілер ұйымындағы әрбір мүшенің өзіндік белгілі бір атқаратын қызметі бар, тоқталып өтсек. Жалпы әр университеттегі ұйымдарда структура деген мүшелердің ортасы болады, одан құрылымы болады, және де одан бөлек онда әртүрлі жұмыстарды атқаратын белсенділер болады. Біздің ұйымда ұйымның құрылымы әрине бар. Ол біріншіден біздің төрағамыз Мақсұтханов Ануар Расулұлы, және де орынбасарымыз Абдрахимова Аружан Бауыржан қызы, және де мен бас ұйымдастырушымын. Бұдан бөлек бізде Базанова Аружан Қайрат қызы бізде арт-менеджер, яғни Instagram, TikTok желісіндегі контентке, жалпы жасалатын афишаға жауап беретін адам болып табылады. Бұдан бөлек бас ұйымдастырушының көмекшілер ретінде бізде ұйымдастырушылар бар бірнеше. Ұйымдастырушылардың жалпы қызметі өзі ат айтып тұрғандай, әртүрлі іс-шараларда өздерінің идеяларын айту, соны ұйымдастыру, сценарий құру деген сияқты жұмыстармен айналысады. Бұдан бөлек әрине негізгі күш біздің ұйымдағы еріктілеріміз болып табылады. Біз осындай командасыз
әрине ешқандай жерде жұмыс атқарылмайды деп ойлаймын. Егерде команда бірлік асына әрқашанда бірлікке ұмтылған тату-тәтті команданың арқасында ғана жетістіктерге жетуге болады деп ойлаймын. Тамаша. Жалпы енді осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстарға да тоқталып өтсек. Осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстарға тоқтала келетін болсақ, біздің ұйым өзі атайтып тұрғанда еріктілер ұйымы, біз көбінесе қайырымдылықпен айналысамыз. Ол міндетті түрде осы Семей қаласындағы аз қамтылған отбасылар және көп балалы отбасыларға әлеуметтік көмек, яғни азық-түлікпен қолымыздан келгенше көмек беріп жатырмыз. Одан бөлек балалар үйіндегі кішкентай бүлдіршіндердің және қарттар үйіндегі үлкен ата-апаларымыздың көңіл-күйін көтеру мақсатында бірнеше түрлі концерттік іс-шаралар ұйымдастырылды. Және де әлеуметтік желідегі белсенділікті көтеру үшін және де адамдардың назарын осы қазір қоғамда болып жатқан түрлі проблемаларға назарын аудару үшін бірнеше түрлі енді былайша айтқанда социальный ролик дейміз ғой, әлеуметтік бейнероликтер түсірілген болатын. Және де бұдан бөлек әртүрлі акциялар ұйымдастырылды. Оның көбісі мысалы қазір қыс мезгіліне байланысты ыстық шай сияқты акциялар көптен көп орындалуда. Жалпы қысқаша осылай жұмыстарымыз туралы. Түсінікті. Енді жалпы жаңағы аз қамтылған отбасылар болсын, көмек керек жандар өздері жазып жататын уақыттар бола ма? Сіздерге ұсыныс білдіріп? Өздері жазып жатады, бірақ біз көбінесе ұйым ішінде ақылдаса келе, біз факультеттің ішіндегі ұйым болғандықтан, оны міндетті түрде факультетіміздің деканы және тәрбиесі жөні бойынша деканның орынбасарымен келісе отырып, оның барлығын атқарамыз. Себебі үлкен кісілердің рұқсатынсыз және факультетіміздің басшыларынсыз бұл мәселелер шешілмейді. Бұл міндетті түрде сол жаңағы факультетіміздің деканы және декан орынбасары арқылы шешілетін мәселелер. Ең алдымен талқыланып, ақылдасасыздар, міндетті түрде талқыланады бұл мәселелер. Түсінікті. Жалпы қалай ойлайсыздар, ерікті болу үшін әрбір жан өз дегенмен ерікті бола ала ма? Мысалы, сіздердің ұйымдарыңызға немесе сіздердің ұйымдарыңызға келіп тіркелу керек пе? Әрине, әр адам ерікті бола алады деп ойлаймын. Себебі қоғамға көмектесу, айналасындағы адамдарға көмектесу әр адамның бойына сіңірген қасиеті деп білеміз. Біз кейде факультетіміздің студенттері немесе университетіміздің студенттері өздері арнайы келіп жазылады, сіздердің ұйымдарыңыздың мүшесі болғым келеді деп. Біз әрине ондай адамдарға қуанамыз және қуана қарсы аламыз, өзіміздің тобымызға қосамыз. Тамаша. Жалпы енді осы тұста жаңа арт менеджер деген қызметте бар, иә? Түрлі бас лидер. Осы мүшелерге тоқтала кетсек, негізгі атқаратын қызметтеріне? Төраға, ол енді біліп тұрғандарыңыздай міндетті түрде жаңағы ұйымды басқару, ең басты міндеті. Ұйымның орынбасары ол міндетті түрде жаңағы төрағамыздың көмекшісі ретінде оған түрлі мәселелер бойынша көмектеседі, шешуге көмектеседі, немесе өзінің идеясын қосып беріп отырады төрағамызға. Ал бас ұйымдастырушы ол мысалы бір жиналыста өзінің нақты идеясын айтады. Міне осындай идеямыз бар, осыны жүзеге асырсақ қалай болады деп. Ал ұйымдастырушылар көбінесе сол мысалы концерттік іс-шара деп алсақ, сол бас ұйымдастырушы айтуы мүмкін, осындай концерттік іс-шара ұйымдастырсақ қалай қарайсыңдар, қандай идея бар. Мысалы ұйымдастырушылар ондай кезде өзара бөлінуге болады. Мысалы бір-екі ұйымдастырушы сценарий жазу, қалғандары өлеңге жауапты, әнге жауапты, көрініске жауапты деген сияқты жұмыстар бөліп аламыз. Арт менеджер жаңағы Инстаграм, тиктокты дамыту мақсатында өзінің креативті идеяларын ұсыну керек. Соны жиналыс барысында немесе концерттік бағдарламалар барысында түсіру міндетті. Және де
және де мобилограф міндетті түрде болады бізде ұйымда. Мобилографтар өздерінің, әрине, әр видеосына олар креативпен келу керек, және де біздің мобилографтарымыз өте мықты. Соның бірі міне Бауыржан Талғатұлы, қазір Семейдің деңгейінде мобилограф болып табылады, біздің ұйымның мобилографы. Және де жалпы осы ұйым белсенділері сол концерттік бағдарлама бүкіл акцияларға атсалысатын. Жаңағында айтып кеткендей, негізгі күш бізде еріктілер, яғни белсенділер болып табылады. Тамаша. Енді жалпы бүгінде енді университет қабырғасының, жоғары оқу орны қабырғасында қалыптасқан, құрылған ұйым ғой сіздердікі. Жалпы болашақта мүмкіндік бар ма жеке ұйым болып шығуы? Қалай ойлайсыздар? Болашақта бізде ондай ой бар. Мысалы, қазір біз жоғарғы курс боламыз и тастаймыз ғой орнымызға жас буынды. Жас буынды тастаған соң біз өзіміз қалалық деңгейге шығу ойда бар. Жалпы соңғы уақытта ұйымдастырған акцияларыңызға тоқталсақ? Бізде осы орайда, осы жыл семестрінде бізде жүректен жүрекке акциясы өтті, және қарттар асыл қазынам қарттар үйіне мерекелік концерт қойдық. Жүректен жүрекке акциясына тоқталатын болсақ, біз арнайы 5 отбасыға көмек көрсеттік. Оның ішінде көп балалы отбасылар, жалғыз басты аналарға арнайы азық-түлікпен көмек көрсеттік. Бір жиі өткізіп тұрасыздар, негізгі? Иә. Жалпы енді өздеріңізге келсек, негізгі қызығушылықтарыңыз қандай? Жалпы волонтерлік істен бөлек? Волонтерлік істен бөлек менің мысалы қызығатын ісім, кәдімгі өмірде өзім қызығатын ісім менің өлең айту, және де түрік тілмен айналысу болып табылады. Түрік тілін дамыту үшін арнайы ешқандай субтитр дейді ғой, ешқандай аудармасыз түрік сериалдарын көруге тырысамын. Және де жаңағы ұйымды дамыту мақсатында әртүрлі идеялар іздеу осы бос уақытта болып табылады. Сіздерге келсек? Яғни еріктіден бөлек менің өмірге қызығушылығым биге, кітап оқуға, тіл үйренуге, өзім жан-жақты дамытуға, яғни тек қана бірден отырмай, яғни басқа нәрсе үйрену, мобилография немесе қанша да кетсем программирование. Өзімді айта кетсем, фото-видео саласында жүрген адам қазіргі таңда Семейде Дәмде деген тамақтану жері бар. Сол жерде мобилографтың жұмысын атқарамын. Мастер кофе, Браунс деген жерлерде, өзіме ұнаған соң сондай жерлерде көп жұмыс жасаймын. Қалай ойлайсыздар, еріктінің бойында қандай қасиеттер болу керек? Қандай қасиетке ие болу керек? Еріктінің бойында міндетті түрде барлық жақсы қасиеттердің жиынтығы адамгершілік болу керек деп ойлаймын. Себебі адамгершілігі бар адам, ол міндетті түрде мейірімді де адам бола алады, ол міндетті түрде жанашыр адам да бола алады. Маған ең бастысы, жалпы біздің ұйымға ең бастысы, ол адамның бойында міндетті түрде адамгершілігі және де жауапкершілік міндетті түрде болу керек. Әр еріктінің бойында. Басқа адамдарға деген жанашырлығы, қоршаған ортаға деген махаббаты міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Керемет, жалпы барлықтарыңыз бір факультет студенттерсіздер ме? Қандай мамандықта білім алып жатсыздар? Мен программирование IT. Құрылыс мамандығы. Химия мамандығы бойынша. Мен машина жасау мамандық бойынша оқимын. Түсінікті. Жалпы барлықтарыңыз қалай, бұл ұйым жайлы қалай білдіңіздер, қалай келдіңіздер? Енді әртүрлі мамандық иесі болғаннан кейін осы сауалды қойып отырмын. Бұл ұйым ашылмас бұрын бізде хабарландыру болды. 10 қарашада хабарландыру болды. Осындай еріктілер ұйымын ашайық деп біздің бұрынғы декан орынбасары Бауыржанова Айгүл Заманбековна хабар берді. И сол кезде біз Бауыржан Талғатұлы екеуміз бастаған
Айгүл Заманбекованаға барып, осы ұйымды біз қолға алсақ қалай болады, біз ары қарай жұмыс істесек қалай болады деп біз солай кірген болатынбыз. Жалпы бұл алғашқы тәжірибе ме, осы ұйымға келіп көріп жатсыздар ма, әлде бұған дейін еріктілікпен айналысып едіңіздер? Бұған дейін мектеп кезінде әртүрлі мерекелерде, мысалы қарттар күнінде немесе басқа да бір кездерде біз өзіміздің сыныбымызбен жаңағы жалғыз тұратын ата-апалардың үйін барып жинасып, және де мен өзім Аягөз қаласы болғандықтан Аягөз жастар орталығында біраз айлар бойы жұмыс атқарған болатынмын. Сол ұйымда біз сол жастар орталығында біз жаңағы аз қамтылған отбасыларға бардық, тәтті дәмділер пісіріп деген сияқты жұмыстармен айналысқан болатынбыз. Және де жаңағы қаламыздағы өзі жалғыз тұратын ата-апалардың ауласын жинап беру деген сияқты жұмыстармен айналысқанмын. Сонымен біз сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы таяуда үздік волонтер сайысын ұйымдастырдыңыздар, тоқтала кетсек. Үздік волонтер сайысы жайлы айтпас бұрын мен ең алдымен факультетіміздің деканы Нұрымхан Гүлнұр Несіптайқызы және деканымыздың тәрбиесі жөні бойынша орынбасары Муслимова Назерке Рахифқызына алғысымыз білдіреміз. Біздің жалпы факультет белсенділерінің әр бастамаларын қолдап ақылын айтып отыратын кісілер болып табылады. Осы кісілерге үлкен алғысымды білдіреміз. Жалпы үздік волонтер сайысы біздің жоспарымыздың бір бөлігі болып табылған жылдың басында. Оны іске асырдық 13 және 17 қараша аралығында. Бұл сайысымыздың мақсаты ерікті студенттерді жанашырлықпен еңбекқорлыққа тәрбиелеу болып табылады. Және де қазір өздеріңіз білесіздер, көптеген балалар, студенттер мемлекеттік мүлікті сақтамайды. Көп балалар біз осындай түсініспеушілік және келіспеушіліктердің орнын алып, жаңағы университетіміздің қабырғасында еңбек етіп жүрген апайларымыздың еңбегін бір кішкене бөлігін түсінсін деген мақсатта осы сайысты ұйымдастырған болатынбыз. Бұл сайысқа 4 команда қатысты. Жалпы саны 20-25 шақты ерікті қатысқан болатын. Әр тапсырмаға әртүрлі тапсырма берді. Мысалы, бір топ кітапхана біздің Глинки 20А мекенжайы бойынша орналасқан бас оқу корпусында кітапхананы жинастыру бойынша жұмыс жасады. Тағы бір топ сол корпусымыздағы жаңағы гардероб киім ауыстыратын жердегі апайлардың орнына 2 сағатқа шығып беру деген тапсырманы орындады. Бұл, мен ойлаймын, сол кісілердің еңбегінің бір кішкене бөлігін түсінетін бір жұмыс болды деп ойлаймын біздің жалпы студент еріктілерімізге. Жалпы осы сайыстың соңында, яғни 17 қараша күні, бұл біріншіден халықаралық студенттер күні болса, екіншіден біздің ұйымның туған күні деп айтсақ болады. 2 жыл толған болатын осы жылы 17 қараша күні. Сол күні өздерінің атқарылған жұмыстарын презентация, яғни слайд бойынша қорғады. Сол бағалау бізде сол презентацияны бағалау бойынша жүрді. Командалардың барлығына делік біз ризамыз. Себебі әр команданың жеке-жеке өзінің басшысы болды. Ол басшыларын тыңдап, өздері бір-бірімен тіл табысып, себебі әртүрлі курстың балалары бір командада жүру деген кейде келіспеушіліктер туындап жатады. Бірақ мен ризамын біздің командаға сондай жұмысты істеп атқарғандарына. Кейбір студенттер болады, намыстанады, мысалы. Намыстанады жаңағындай апайлардың орнына тұрып беруге, немесе жаңағы кітапханаларды барып жинастыр деген тапсырмалар болса, кейбір балалар намыстануы мүмкін. Бірақ мен біздің команданың балаларына өте ризамын. Осындай біріккен команданың арқасында үздік волонтер сайысы ойдағыдай өтті. Және де әр командаға өздерінің атқарылған жұмыстары және презентацияны қорғау бойынша орындар берілді. Мақтау грамоталармен
марапатталды. Тамаша. Жалпы енді қалай бағаланды? Бағаланғанда біз сұрақ қойдық өзіміз. Бұл жұмысты орындау барысында қандай қиыншылықтар туды, және де жұмысты орындау қанша уақытқа созылды. Біз туындаған қиындықты сұрадық, себебі келесі жылы осы сайысты ұйымдастырып жатқан жағдайда сол келіспеушіліктердің орнын толтыратындай. Мысалы, кітапхананы жинағанда қыздардың айтқаны, жаңағы биік кітап сөрелеріне бойымыз жетпеді, немесе ауыр заттарды көтере алмадық деген сияқты. Біз осындай келіспеушіліктердің орнын толтыру мақсатында осы сұрақты қойған болатынбыз, және өзімізді қанағаттандыратындай жауап алдық. Бұл ұйымдастырушы өзіміздің тарапымыздан бұл қателіктерді болдырмаймыз деген ниет бар, иә? Ниет бар. Орындалған уақыт міндетті түрде, себебі әртүрлі жұмыстар берілді. Ол уақыттың міндетті түрде дедлайн сақталу керек, 2 сағат, 3 сағат ең көп дегенде. Сол жұмысты бағалау жалпы қатып қалған критерий болды деп айта алмаймын, себебі ұйымның ішінде өзіміздің танитын, сенетін балалар болғандықтан біз қарапайым түрде бағаладық. Енді жалпы кез келген жоғары оқу орнында әртүрлі шаралар өтіп тұрады ғой. Жалпы сіздерде студенттер арасында мысалы ән сайыстары, би сайыстары тағысындағы өте көп. Жалпы сіздерді университет қабырғасында қызмет етіп жатқан ұйым ретінде қатысып тұратын шығарсыздар ондай шараларға. Осы жайлы айтып өтсеңіздер, немесе қатыспайсыздар ма? Қатысамыз міндетті түрде. Осы жайлы айтып өтсеңіздер. Былтыр мысалы университеттік ұйым, біздің университеттің Қазақстан студенттер альянсы, АСК ретінде белгілі. Осы ұйым жыл сайын ретро стильде сайыс өткізеді, міндетті түрде ретро фестиваль. Бұл өте көңілді, бір жағынан 90-шы жылдардың атмосферасына ұшырататын енуге болады. Иә, енуге болады осы сайыс арқылы. Қатыстық, және де біздің ұйым ең үздік ән номинациясын ұтып алған болатын. Бұдан бөлек жастар рухы ұйымы бар. Сол ұйымның ұйымдастыруымен бізде Дисней сайыс өткен болатын. Әртүрлі мультфильмдер бөлініп берген болатын. Сайыс, жалпы кез келген сайыс университетте 2 кезеңнен тұрады. Ол біріншісі әнмен көрініс болса, екіншісі би болады, командалық. Және де бұдан бөлек, университеттен бөлек біздің қолдау еріктілер ұйымы Семей жастар орталығының ұйымдастыруымен интеллектуалды ойын өткен болатын. Былтыр желтоқсан айында біздің ұйымнан қатысқан ақыл командасы 2-ші орынды иеленген болатын. Семей жастар орталығымен де жалпы тығыз байланыстамыз, бірге жұмыс атқаруға тырысамыз. Әрине, факультеттің жұмыстарынан бос уақытта бірге теңестіріп, бірге алып жүруге тырысамыз. Тамаша, көп рахмет. Енді өздеріңізді тамашалап отырған көрерменге қандай таңғы тілектеріңіз болады? Бізге білсеңіз болса, немесе сәлем жолдап қойсаңыздар болады. Мархабат. Жалпы бүгінгі мерекемен барлық еріктілерді құттықтаймыз. Бүгінгі күн барлықтарыңызға сәтті өтсін. Бүгінгі күні тек қана сәттілік алып келсін, иә? Иә, сәттілік алып келсін, жетістіктерге жете беріңіздер бүгінгі күнде. Жалпы Шәкәрім университетіне сәлем жолдаймыз. Сіздерге көп-көп рахмет, бізді өйстіп қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге. Тамаша, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Осылай алтын уақыттарыңызды бөліп, студиямызға жайғасып келгендеріңізге өздеріңізбен жақсы таныстық. Енді алда уақытта акцияларыңыз әрі қарай жалғаса берсін. Тек қана сәттілік тілейміз өздеріңізге. Рахмет. Еңбектеріңіз табысты болсын дегіміз келеді. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Осыған дейін талқылап отырған тақырыбымыздан әрі қарай өрбітсек деген ойымыз бар. Иә, студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар. Бауыржан Бекзат Заманбеков, Абай облысының жастар мәслихатының депутаты, және де Нұрай Занова жастар рухы жастар қанатының аналитика және жастар бөлімінің жетекшісі. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Қалай жеттіңіздер? Бәрі жақсы ғой, иә? Жақсы. Тамаша. Жалпы енді осы жастар рухы көбінесе түрлі қайырымдылық шараларын, түрлі бағыттағы жұмыстарды атқарып жатыр, иә? Тоқталып өтсек.
Жалпы бізде жастар рухы жастар қанаты тек қана бір бағытта емес, әртүрлі бағытта қызмет ететін ұйымдардың бірі. Сонда айта кететін болсақ, біздегі яғни еріктілікке байланысты айта кететін болсақ, ең бірінші өзімізде облысымызда болған алапат өрт болған еді осы жаз уақытында. Сонда барлық жастар ат салысып, аяққа тік тұрып, осы біздің құтқарушыларымызға және де өрт сөндірушілерімізге барлығына күн-түн демей ұйқысыз түндерде тамақ дайындап олар үшін барлық жағдай жасалды. Өздеріңіз білетіндей ыстықтан және де өрттен киім жетіспеушілігі де болды, маскалардың жетіспеушілігі барлығы болды. Осыны бізде жастар рухы жастар қанатының басқа облыстағы бөлімшелері бізге әртүрлі осындай киім-кешектерді, жабдықтарды тасымалдап отырды. Көптеген көмектер келді, көптеген тоннадағы бізге азық-түлік жеткізілді. Және де одан кейін айтатын болатын болсақ, Екібастұзда да алапат жағдай болған еді. Ол кезде бізде кішкентай балалар, жасөспірімдер, мектеп оқушылары осы қысқы уақытта бізге Екібастұздан келген осы оқушыларды біз Қарағайлы санаториясына жатқызып, Аманат партиясының қолдауымен балаларға 3 күндік лагерь ұйымдастырдық. Яғни онда қандай балалар болды десеңіздер, тұрмыстық жағдайы төмен және де дұрыс қамтылмаған отбасылардың балалары келіп, бізбен бірге көңіл көтеріп, әртүрлі іс-шараларға қатысып отырды. Бұның барлығы осы жастар рухы жастар қанатының белсенділері және Аманат партиясының қолдауымен болған болатын. Одан кейін айта кететін болсақ, бізде үнемі болып отыратын шара донор бол шарасы, яғни әртүрлі аурумен ауыратындар және де сырқаттанған адамдарға біз осы қан тапсыру орталығына барып, өзіміздің қанымызды тапсырып, осындай ерікті түрде өзіміздің сырқат адамдарға деген септігімізді тигіміз келеді. Одан кейін бізде тазалау акциясы бар және де қазіргі уақытта барлық жерде белгілі болып жатқан акциямыздың бірі вандализммен күрес болып жатыр. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, біздің тарихи ескерткіштерімізге, мәдени орындарымызға түрлі жазулар жазып, жастарымыз және үлкен кісілерімізде осы шараға байланысты ат салысып жатыр. Яғни біздің көшелердегі тазалық жұмыстары, ескерткіштерді, мәдени орындарымыздағы тазалық жұмыстары жүргізілуде. Себебі біздің мәдени ескерткіштеріміз, осы тарихи мәдениетіміз біздің мұрамыз, өркениетіміздің негізі болып табылады. Ал біз осындай тарихи мұраларымызды қорғай алмасақ, біз өркениетті ел бола алмаймыз деп ойлаймын. Одан кейін айта кететін тағы бір жайт, ардагерлерді ардақтайық акциясы бізде көбінесе жалғыз басты үлкен егде жастағы кісілерге және де осындай балалары жоқ, жалғыз қалып қалған осындай қарттарымызға арналған акция. Бұнда біз жастар рухы белсенділері ол кісілердің үйлерін тазалап, әртүрлі үйіндегі жұмыстарды істеп, мысалы ағаш жары, отын кіргізу, қар күреу деген сияқты. Бұл тек қана қысқы уақытта ғана емес, жазда әртүрлі мезгілде бізде ай сайында өтеді деп айта аламын. Бекзат Мырза, енді өзіңіз жалпы толықтыра кететін болсақ, және өрт кезінде де біздің жастар рухының жастары, белсенді жастары өздерін ұрандатып, жастар рухы деп үлкен көмегін көрсеткен болатын. Бұл жерде жалғыз біздің Абай облысының жастары ғана емес, барлық республикалық біздің және республикалық бөлім басшылары да келіп, және басқа облыстан да Қостанай айта кетсек, Алматы, Павлодар бар, Өскемен облысынан келіп рухтастар бізді қолдаған болатын. Одан кейін Екібастұзда айтатын болсақ, жалпы республика бойынша 1000-нан астам осындай жастарды арнайы лагерларға жайғастырып, өзіміздің облыста 100-ден астам жастар келген болатын, 130-ға жуық 3 күндік лагерь ұйымдастырып, және уақыттарын қызықты өткізген болатынбыз. Одан кейінгі акцияларды айта кететін болсақ, бізде қарттар үйіне бару, балалар үйіне бару бізде ол дәстүр. Қарттар үйіне, балалар үйіне арнайы сый-сияпатпен бару, және өзіміздің партияның қолдауымен. Одан кейін концерттік бағдарламасын ұйымдастыру, көңілдерін көтеру, немесе басқа да бір жалпы қарттар үйіне барсақ, әрдайым настольный ойындар дейді, үстел ойындарын ойнап бірге бір уақыт өткізетін кезеңдерде болып тұрады. Одан кейін желтоқсан айы жаңа жылға таман бізде арман ағаш акциясы болады. Бұл жерде ерекшелігі бар балалардың іздейміз, және ДЦП бар, аутизм бар, басқасында осы аурулармен ауыратын балаларға тілегін сұраймыз. Жаңа жылға не қалайсың, не керек, қандай ойыншық болсын, басқасы болсын, соның тілектерін жазып аламыз да, белгілі бір сауда үйлеріне барып, үлкен Ақшын және Қазына бар, Апрель деген сияқты сол үйлерге барып шырша қойып, және балалардың жазған тілектерін іліп қоямыз.
бақылап отырамыз күні бойы. Содан адамдар келіп жатады, біреу жаңа ақшалай көмектесіп жатады, және жағдайы бар кісілер тіпті алып беріп өздері апарып жататын жағдайлар болады. Осындай бір акциялар бізге жылына бір уақыт арман ағашы дейтін осындай акция болып жатады. Одан кейін айта кететін болсақ, мына жылулық сыйлық акциясы бар енді. Қазір енді қыс енді ғана басталды ғой бізде. Ал негізі жылда қыстың суық ызғар күндерінде біздің базар жастарына және тазалық жұмыстарын атқаратын үлкен өзіміздің аға апайларымызға және ыстық шайын, ыстық пирожки, ыстық тамақтарын апарып, осы жылулық сыйлық акциясын жылда өткізіп отырамыз. Одан кейін айтатын жағдай, бұл есірткіге жол жоқ. Бұл және өзіміздің жастар рухы болып та полиция департаментінде, жастар мәслихатымен де бірлесіп отырып үлкен осы акция әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Өйткені бұлайша қанша қарсы тұрсақ та әлі азаяр емес. Бұл жәнегі есірткілердің арнайы бір сайттары болады, сілтемелер. Сол жазуларды өшіру мақсатында, сол жазуларды азайту мақсатында үлкен рейдтер болып отырады. Одан кейін бізде қауіпсіз қоғам мен қауіпсіз қала акциясын айтуға болады, үлкен акциялардың бірі. Қауіпсіз қоғам акциясы бұл полиция департаментімен бірлесе отырып жасалынатын жұмыстар, яғни түнгі рейдтер, күндізгі рейдтер, бұл жәнегі қоғамдық тәртіптер, тәртіп бұзушылықтардың болмауы болса, жәнегі алдын алу жұмыстарын жүргізу. Одан кейін қауіпсіз қала келетін болсақ, бұл жерде біздің қаламыздағы және қауіпсіз инфрақұрылымдарды қарастыру, мүмкін кейбір жерлерде рас болып жатады, люктардың ашып жатуы, немесе басқа да бір қалай десек болады, қоғамдық жерде бұзылып жатқаны, сол нәрселер қолға алып осындай бір рейдтер жүргізіліп отырады. Кейін арнайы протоколдар толтырып, осы жерде түзетуге былайша айтқанда қадам жасаймыз, атсалысамыз. Жалпы енді ерікті жас болу бұл өзіне адамның және кәсіби деңгейлігін арттыру, екіншіден өзің айналасында не болып жатқанын қарау, үшіншіден бұл өзіндік қоғамға деген, өзінің еліне деген, өзінің және жұртына деген қызметі деп білеміз, парызы деп білеміз. Тамаша. Жалпы осыған айтып жатырмыз ғой, қайталап, ерікті, волонтер деп жатырмыз. Жалпы қалай ойлайсыздар, еріктінің бойында негізгі қасиет қандай болу керек? Еріктінің бойында болатын қасиеттер, ең бірінші еріктілікке келетін болсақ, ол адамның біреудің ризашылығын алуға мысалы келетін болсақ, себебі еріктілерге ешқандай мысалы қаражат бөлінбейді, оларға ешқандай ақша төленбейді. Мысалы біз өзімізде жүреміз, мысалы қиын жағдайларда өзіміздің отанымыз үшін, мысалы өзіміздің қаламыз үшін, мысалы өрт болған жағдайда, иә, сол үшін біз жанталасып өзіміз көмектесіміз келеді. Мысалы басқа адамдарға да ол адамның орнына өзіңізді қойып көруіңізге де болады мысалы. Сондықтан ең бірінші үлкен жүрек керек деп ойлаймын. Одан кейін шынайы махаббат пен патриотизм керек. Тамаша. Жалпы енді өзіңіз енді аналитиксіз ғой. Жалпы бақылап көрдіңіз бе? Қанша осы уақытқа дейін қанша неге мысалы көмек қолын создыңыздар? Қанша ұйымдар, акциялар ұйымдастырдыңыздар? Бізде нәтижесі қалай болып жатыр? Бізде акциялар ұйымдастырылады. Мысалы бізге жоспар құрамыз ғой, айлық жоспар құрған кезде біз мысалы үлкен бір акцияны айына бір рет өткізіп, 2 рет өткізіп отырсақ, біз аптасына 2 рет, жоқ дегенде 1 рет біз кіші акциялар өткізіліп отырамыз. Және де осы жаңағы рейдтарға келетін болсақ, мысалы қауіпсіз қала, қауіпсіз қоғам, ол кезде де мысалы біз еріктілер біз бірге жүреміз, күндіз де кешке де бір уақытта жүреміз. Мысалы онда да көптеген құқық бұзушылықтар болады, солардың алдын алып отырған кезде, мысалы көптеген қазіргі уақытта қараған кезде, мысалы одан кейін прописка деп айтады ғой, тіркелу, мысалы қалаға тіркелу, осы жағдайда көптеген жағдайлар орын алып жатады. Одан міне осыдан біз көптеген не көріп жатырмыз, нәтиже көріп жатырмыз. Және де үлкендерді жаңағы қарттар үйіне, балалар үйіне барған кезде соларға қуаныш сыйлауымыз арқылы біз көптеген нәтижелер көріп жатырмыз деп те айтуға болады. Енді осыған дейін еріктілер келіп студиямызға жайғасып айтқан болатын, біздің негізгі күшіміз ол еріктілердің өздері деп, яғни жаңа құрылым басшыларынан бөлек, негізгі қызметкерлерден бөлек еріктілердің өздері деп. Жалпы сіздердің ұйымдарыңызда қанша ерікті бар? Біздің облыс бойынша бар. Облыс бойынша 300-ден астам. 300-ден астам ерікті бар, иә. Жастар рухының, таза рухтастар. Бұл жерде және сіз де айтып жатсыз ғой, иә, жастар ол қоғамның қозғаушы күші деп айтады, ол бастамасы. Біздің жәнегі болашақта, біздің алдағы ертеңгі күнімізде ол осы жастардың қолында. Әрине. Тамаша. Жалпы енді өздеріңіздің ұйымдарыңызда қазіргі күні атқарылып жатқан жобаларды, жалпы іс-шараларды айтып өтсек. Қазіргі таңда атқарылып жатқан бұл біз басты назар бұрып отырған ол вандализм, қауіпсіз қоғам, қауіпсіз қала акциялары,
және арман ағашы міне бұйырса алла қаласа жаңа жылға таман өткізілетін. Бұл біздің және жылдың аяғына таман жасалынатын қазіргі біздің жоспар. 4 осы жоспарымыз бар. Вандализм неге әлі күнге дейін қолда? Өйткені рас қаншама жер осы кезге дейін өзіміздің қаламыздан бастап тарихи ескерткіштерімізді тазартып жатырмыз. Өзіміздің қаламыздың сыртынан Күшікбай батырдың жеріне асуына барып қайтқан болатынбыз. Жарма ауданы Шалабай ауылына барып қайтқан болатынбыз. Қаншама қорықтардың және қаза болғаны, қаншама қорықтардың бұзылғанын көріп, былайша айтқанда өзіміздің тарихымыздың жойылып жатқанын көріп жүрек қаншылайды. Енді сол нәрсеге қарсы тұру мақсатында әлі күнге дейін осы жобалар қауіпсіз қоғам және біздің тәртіптің дұрыс болуы, біздің қоғамдағы тәртіптің дұрыс болуын осы әлі күнге дейін былайша айтқанда іске асып жатыр. Осы мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Иә, шыны керек, вандализм мәселесі бүгінде қатты өршіп тұр. Облысымыздан бөлек қаланың өзінде де жаңа салынып жатқан ғимараттар болсын, кез келген құрылыстардың көбісінен байқап қаламыз, жастардың тарапынан жаңа бұзушылық байқалып жатады. Жалпы қалай ойлайсыздар, нені ескеруіміз керек, қалай түсіндіруіміз керек? Мысалы, енді ұйым тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр нақты осы уақытта? Былайша айтқанда, әрбір істің бастамасы өзінен бастау керек қой. Мысалы айтады, бізде мынау жоқ дейді, бізде және көңіл көтеретін, бізде және денсаулыққа пайдалы жерлер жоқ деп айтады. Бірақ ол нәрсені әкімшілік тарапынан жасалынып жатыр. Бізге былайша ғой, енді барлығына топырақ шашпаймыз, бірақ арамызда рас бар аманатқа қиянат жасап жатқан азаматтар, азаматшылар. Барынша айналамыздағы нәрсеге, былайша табиғат анамызға, өзіміздің анамыздай, өзіміздің туған жерімізге деген пейіліміз және патриоттық сезіміміз болса, бұндай нәрселер болмайды деген ойдамыз. Яғни бұл жерде біз қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар дейсіз, біздің патриоттық сезімін арттыру мақсатында өзіміздің және акциялар арқылы біз әлеуметтік желілерге жариялаймыз ғой әрбір жұмысты. Сол арқылы халықтың назарын бұрсақ дейміз. Вандализмге де жол жоқ акциясы бұл халықтың назарын осы тарихи мұраларымызға көңіл бұрса. Біздің жәнегі күнделікті қалада жүреміз ғой, енді жан жағымыздағы нәрселердің дұрыс болуы, оның сынбауы, дұрыс болуы, немесе және біреу оны бұзып жатса, біреу оны сындырып жатса, алдын алу және жұмыстарын жасау ғой, былайша айтқанда. Тамаша. Жалпы енді осы таяуда ардагерлерді ардақтайық деген шара өткіздік дедіңіздер, тоқтала кетсек тағы да. Ардагерлерді ардақтайық, осыдан 1-2 күн бұрын біздің еріктілер барып, қанша отбасыға барыңыздар? 9 отбасыға 9 отбасыға барып, өздерінің көмектерін көрсетіп, және де суық келе жатыр, қар енді түсіп, мысалы, жер үйде тұратын адамдар ғой, көбінесе ата-әжелеріміз, солардың көмірлерін кіргізіп, ағаштарын кесіп, қыздарымыз болса, үйлерін жинастырып, осындай көптеген өздерінің жұмыстарын жасап кетті. Яғни біздегі негізгі мақсат сол кісілердің разылығын алу, және де көбінесе баласыз жоқ адамдар болады ғой, жалғыз тұратын, сол кісілерге көмектесіп, мысалы өздерінің ата-әжелеріндей, ата-аналарындай қарап біздің балалар көмектесіп кетті еріктілеріміз. Ол кісілер де өздерінің батасын беріп, ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын, баталарын алып қайттық. Осы жерде бір көңілге қаяу түсіретін тұс бар да. Үлкен ата-апаларымыз бар, бірақ балалары бар да, 2-3 баласы бар, бірақ көмектеспейді, жалғыз қалдырып кеткен. Сол кісілер, сондай кісілерге, сондай азаматшыларға айтқым келеді. Ата-ананың қадірін бар кезінде бағаланбасақ, біреуде ол жоқ та, біреуде бар дегендей. Сондықтан егерде мүмкін осы эфир арқылы біреуге рас ойына саларымыз, не ойына жеткізеріміз деген мақсат қой. Ата-анамыз ол бізді дүниеге алып келген кісілер, бізді осы күнге дейін тәрбиелеп, барымызды алдымызға тосқан кісілер. Сондықтан да сол кісілердің бар кезінде қадірлеп, барынша қолымыздан ашып, ол біздің парыз ғой, былайша айтқанда. Не істемесек те өте алмаймыз, бірақ сол кісілердің жанында болуға, сол кісілермен бірге болуға, қолдауға әрдайым жанында болсақ, сол жеткілікті. Өйткені рас үлкен ата-апаларды көреміз ғой енді барғанда. Кезі бізді көріп те жылап жатады. Мен де балам бар, бірақ рас келмейді, көріспейді және қолдау сызбайды дегендей. Ондай кісілер өте көп, өгізде рас өзіміздің де көзімізге жас келеді. Тамаша. Енді жалпы осыған дейін айтып өттіңіздер ғой, балалар үйіне барамыз, қарттар үйіне барамыз. Енді көбінесе балалар үйіне концерттік бағдарламалар ұйымдастыратын шығар, қарттарымызға қандай көмек көрсетіледі? Қарттарымызға және ол кісілердің өзіндік бір ретро стильді өзіндік концерттер болды, және ескі өлеңдердің попури деген сияқты. Одан кейін айта кеттім, үстел ойындар ол кісілердің көбіне қызығатын, және үстел теннистары болсын, шахмат, шашки. Осыдан бір 3-4 ай бұрын апарған болдым, жәнегі үстел футбол ойындарын арнайы, жәнегі бұрынғы домино сияқты осындай үстел ойындарын апарған болдымыз. Сол кісілермен өзі 1 сағат ойынға уақыт береді, арнайы сөйлесеміз қарттар үйімен. Ол кісілермен ойнасақ, концерттік барлық
бағдарламасын жеке жасасақ деп осылайынан уақытты тиімді ол кісілерге қызықты қылып енді кейбір кезде болады қарттарымыз ашылмай жатады. Кейбір қарттар болады, үлкен кісілер сөйлескісі келіп, адаммен араласқан сол кісілермен сөйлесеміз, былайша айтқанда, солайынан уақыттарын өткіземіз ғой. Түсінікті. Тамаша. Жалпы енді балалар үйіне де барамыз деп жатырсыздар, иә, қайырымдылық аясында. Жалпы көмек қолын созып жатасыздар. Осы мақсаттағы жұмыстарға тоқталсақ. Жалпы балалар үйіне келетін болсақ, көбіне барып тұрамыз балалар үйіне, және де әртүрлі демеушілермен бірге, әртүрлі компаниялармен бірге балаларға тәттілер болсын, сыйлықтар болсын, және партияның қолдауымен осындай әртүрлі сыйлықтарды алып баруға тырысамыз. Және де балаларға көбінесе ойын қызықты болады, ән, би қызықты болатын болғандықтан біз кейде аниматорларды алып барамыз да балалардың көңілдерін көтеріп, ойындарын ойнатамыз. Олар жаңадан адам келген кезде қатты қуанады да, балалар ойыншық берген кезде, немесе оқу құралдар берген кезде қатты қуанып, өздеріне жақын тартып, өздеріне жылулық сыйлап тұрады, бір-біріне бізге деген жылулықтар артып тұрады. Сондықтан ондай балаларды көрген кезде әрине біздің жүрегімізге қаяу түседі деп айтуға болады. Себебі жас балалардың, бүлдіршіндердің мөлтілдеп көздері жасаурап, біз кеткен кезде солай қалып қалады, соған біздің де жүрегіміз ауыратыны бар. Осы балалар демекші, аутизм ДЦП-мен ауыратын балаларға арналған бізде жүректен жүрекке дейтін үлкен акция өткен болатын. Бұл тұста сондай балалары бар мектепке Затон жақта арнайы құрылғылар алып беру мақсатында, кабинетін жасап беру мақсатында осындай үлкен акция өткен болатын. Ол жерде өзімізге және қаламызға танымал және байқуатты адамдар, жүрегі кең адамдарды шақырып, қонақ ретінде арнайы және қол өнерден жасалған құмыралар бар, картинкаларды сатып, жиналған ақшаға арнайы осындай құрылғыларын тапсырыс беріп, орнатып берген болатын. Бұл да бір өзімізге үлкен облыс көлемінде өткен алғашқы акциялардың, аукционның бірі деп айта аламыз. Жалпы еріктілердің белсенділігі қандай? Мынандай ұғым бар ғой, көзінен от көріп тұрам деген сияқты. Сондай көзінен көмектесуге деген жалынды байқайсыздар ма? Жалынды байқап жатырмыз. Ол жалынды жағуға да өзіміз атсалысып көмектесіп жатырмыз. Барлық адам бірдей емес қой, жалпы еріктілерден айтқан кезде. Жалпы әр адам әртүрлі болғандықтан, әркімнің мақсаты да әртүрлі болады. Мысалы, көмектесуге келген кезде, бірақ біздегі жастар рухындағы белсенділердің көбісі барлығы деп те айтуға болады. Осындай көздерінде жалыны бар, өздерінің көмектерін аямайтын, барлық іске дайын тұратын жандар деп айтуға болады. Тамаша, көп рахмет. Енді өздеріңіздің тараптарыңыздан біздің көрерменге қандай айтарларыңыз болса, мүмкін тілектеріңіз болады, сәлем жолдап қойсаңыздар болады. Мархабат. Жалпы барлық көрерменге апталарыңыз сәтті өтсін, жұмыстарыңызға таудай талап тілейміз, дендеріңіз сау, тек қана жақсылық тілейміз. Ең бірінші еріктілер күнімен барлығын құттықтаймын. Бірі білсе, бірі білмейтін жар еріктілерді көбінесе басқалары көп адам басқалай түсінгенмен ең мықты, ең жүрегі таза, патриотизм сезімдері оянған жандар деп айта аламын. Сондықтан осы еріктілерге ең бірінші алғысымды айтқым келеді. Құрметті көрермендер, сіздердің жаңа апталарыңыз осындай сәтті болып, әрқашан күндеріңіз жарқын болсын. Жаңа аптаға жаңа жетістіктер, жаңа сәттіліктер тілейміз. Керемет. Тамаша, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Осыны алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге өздеріңізбен жақын таныстық. Алдағы уақытта осыған дейін атап өткен акциялар көбейе берсін, көмек қолдарын соза беріңіздер. Игі іспен айналысып жүрген жандар өздеріңізсіздер, сондықтан тек қана сәттілік. Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермен. Біз хабарымыздың екінші сағатын бастаймыз. Естеріңізге сала кетейік, студияда бағдарлама жүргізушілері әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Армысыз көрермен, күндеріңіз соңынан, ырыс несібелеріңіз молынан болсын деген тілекпен 5 желтоқсанға арналған атаулы күндерге тоқталып өтсек.
Жалпы 5 желтоқсан аққан жұлдыз күні, яғни аспанда бізге жалт-жұлт еткен жұлдыздарын сыйға тартып келеді. Көпке ұзақ уақыт қарап тұрсаңыз, жұлдыздардың бірде жақындап, бірде алыстап бара жатқанын көресіз. Бүгінгі жұлдыздар сізге арнап әдемі ән салып, осы әуенді естіген жандарға мәңгілік бақытты болады, және олар көптеген өзгерістер күтіп тұр деген жорамалдар бар екен. Сонымен қоса 1766 жылы Англияда Кристис Аксион үйі құрылған болатын. 1918 жылы әдебиет зерттеушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор, майдангер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, жоғары мектеп қызметкері Ханғали Сүйіншәлиев дүниеге келген болатын. 1925 жылы Эйнштейн кинофильмінің премьерасы өткен болатын. 1941 жылы Ақтөбеде Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстарының және Ақтөбе мен Атырау қалаларының тұрғындары 101 қазақ ұлттық атқыштар бригадасын құрылған болатын. Сонымен қоса 1994 жылы Будапештте Ұлыбританияның ақштық жетекшісі Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша белгілі бір құжаттарға қол қойды. Сонымен қоса 1995 жылы Қазақстан Республикасы мен Европалық кеңес арасындағы сауда және ынтымақтастық бағыты бойынша жұмыстар жүргізілген болатын. Қымбатты көрермен, 5 желтоқсан осындай маңызды оқиғалармен ерекше екен. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тақырыбымызбен таныс болыңыздар. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері осы тақырып аясында студиямызға жайғасқан қымбатты мейманымызбен ой өрбітетін боламыз. Олай болса таныс болыңыздар. Еркебұлан Тұрсын, Абай облысы еңбек мобильдік орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, тамаша. Тамаша. Олай болса сұхбатымызды бастайық. Алғашқы өзіңізге қояр сауалымыз енді ерікті түрде қоныс аудару жалпы неше бағыт бойынша, қандай бағыттар бойынша жүзеге асады? Жалпы енді жаңа өздеріңіз айтып өткендей, Абай облысы еңбек мобильдік орталығының негізінде осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ұлттық жоба құрылған болатын. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері деген бүгінгі таңда екі бағытта жүргізеді. Бірінші ол өңір аралық қоныс аудару, екіншісі облыс ішінде қоныс аудару. Яғни өңір аралық қоныс аудару дегеніміз ол жұмыс күші артық облыстардан, яғни жұмыс күші жетпейтін облыстарға азаматтарды көшіру мәселесімен қамтамасыз ету, яғни белгілі бір кәсіпкерлік бастамалар қолдау көрсету мақсатында азаматтарды облыстан облысқа көшіру. Екіншісі ол облыс ішінде қоныс аудару дегеніміз ол белгілі бір аудандардан немесе қалалардан, яғни тұрғын үй мәселелерін қамтамасыз ететін және де жұмыс орындарының ашылуына байланысты аудандар мен қалалар арасында осындай қоныс аудару жобалары жүргізіледі. Тамаша. Жалпы енді ерікті түрде жалпы қоныс аудару мәселесі бойынша мемлекет тарапынан қандай да бір көмектер бар ма? Әрине, бірінші, яғни біз енді бұл жоба ерікті түрде жүргеннен кейін көбінесе біз енді ақпараттық насихаттық жұмыстармен басқа өңірлерге шығамыз. Осы жақында ғана біз Жамбыл облысы, Алматы қаласы, Жетісу облысы, Алматы облыстарында сапарда болдық, халықпен кездестік, яғни 700-ге жуық азаматты қамтыдық. Оның ішінде яғни әрбір облыстан, яғни 3 отбасы, мысалы Жамбыл облысынан, Алматы қаласынан 5 отбасы, және Жетісу, Алматы облыстарынан, яғни 7-8 отбасы осы біздің өңірлерге көшіп келуге ниет білдірген болатын. Бүгінгі таңда енді біз ақпараттық насихаттық жұмыстарын жүргізген кезде осы еңбек мобильдік орталығы арқылы қандай қолдаулар алуға мүмкіншілігі бар екенін түсіндіреміз. Яғни ең алғашқы көшіп келген кезде біз енді әрбір материалдық көмек ретінде әрбір отбасы мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш негізінде яғни қосымша үстемақы береміз, яғни 241.500 теңге. Яғни 5 адам бір отбасыда мысалы 5 адам болатын болса, әрбір отбасы мүшесіне 241.500 теңгеден қолдау көрсетеміз. Сонымен қоса, яғни тұрғын үйді жалға алуға, сонымен қосымша яғни сол тұрғын үйді жалға алудағы коммуналдық қызметтерге біз алғашқы 6 ай көлемінде яғни мүмкіншілік туғызамыз. Яғни ол облыстарда қазіргі таңда яғни бір адам көшіп келетін болса, яғни 20 айлық есептік көрсеткіштік негізінде яғни 69.000 теңге болса, отбасы мүшелері мысалға 2-ден 4 адамға дейін болатын болса, 25 айлық есептік көрсеткіш
негізінде яғни 86 мың теңге көлемінде. Отбасы мүшелері одан көбірек болатын болса, 5 адамнан болатын болса, 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 103 мың 500 теңге көлемінде, яғни жаңағы пәтер ақысын төлеп беруге біз мемлекет тарапынан қолдаулар бар. Енді ауылдық жерлерде де әртүрлі жағдайлар жасалады, яғни бір адам келсе 15 айлық есептік көрсеткіш, 2 және 4 адам келетін болса, яғни 18, ал егер одан көбірек болатын болса, 21 айлық есептік көрсеткіш негізінде, яғни ең бірінші 6 ай көлемінде пәтер жалдауға және коммуналдық қызметтеріне сондай қолдаулар білдіреміз. Енді қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, жаңағы ұтқырлық сертификаты деген бар, яғни басқа облыстардан азаматтар біздің өңірге қоныс аударатын болса, яғни 50%-на дейін біз көмек жасауымызға мүмкіншілігіміз бар, яғни сәйкесінше 4 миллион теңге көлемінде біз арнайы ұтқырлық сертификатын беріп, қоныс аударушылардың үймен қамтамасыз етуге мүмкіншіліктер жасауға, қолдау білдіруге мемлекет тарапынан осындай мүмкіншіліктерді қарастырып отырмыз. Яғни сәйкесінше 8 миллион теңге құны тұратын мысалы аудандарда немесе қалаларда үй болатын болса, соның 50%, 4 миллион теңгеге дейін біз төлеп беруге мүмкіншіліктер бар. Сондай жұмыстар атқарылып жатыр бүгінгі таңда. Тамаша. Жалпы енді статистикаға біраз көз жүгіртіп өтсек, жалпы Абай облысына осы қоныс аударғандардың қаншасы жұмысқа орналасып үлгерді? Қазір енді жалпы облыс бойынша биылғы жылға 217 отбасы, 584 адам яғни тартылған болатын. Осы жоба аясында яғни оның 196-сы қандас азаматтар, яғни басқа елден келген, ал 388 адамы басқа облыстардан келген қоныс аударушылар. Енді бүгінгі таңда жаңағы 587 адамның, яғни 231 және тұрғын үй жалдау және экономикалық коммуналдық шығындары төленген болатын, 96 адамға яғни тұрғын үй сатып алуға экономикалық жаңағы ұтқырлық сертификаты берілген болатын. Қазір таңда енді жұмыспен қамтылған сандары тұрақты жұмыспен, яғни 168 адам тұрақты жұмыспен қамтылған, енді 12 адамы одан бөлек, яғни уақытша жұмыспен қамтамасыз етілген. Осы азаматтармен қазір тығызға биыл жұмыс жасалып, яғни мемлекет деңгейінен қандай қолдаулар бар. Осы еңбек мобильді орталығы арқылы біз қолдау білдіріп, сол жұмыстарды іске асырдық. Тамаша. Жалпы енді көшіп келген азаматтарға бір реттік көмек беріледі екен, тоқталу кетсек. Жаңа соны айттым ғой сіздерге, жаңа 241 мың теңге, 241 мың 500 теңге әрбір отбасы мүшесіне беріледі. Жаңағы тұрғын үйді жалдауға және коммуналдық шығындарын өтеуге әртүрлі айлық есептік көрсеткіш негізінде қолдаулар бар. Соның барлығын бүгінгі таңда, яғни осы көшіп келген азаматтарға тек қана ақпараттық насихаттау жұмыстарын ғана жүргізіп қоймай, ол кісілерді яғни басынан аяғына дейін яғни қолдау білдіруге біз әр кезде міндеттелеміз. Сол себепті осы жұмыстар тығыз жұмыс іске асып жатыр. Жалпы енді өңір аралық қоныс аудару бойынша жалпы кез келген аймақ болуы мүмкін бе, әлде негізгі басымдық түсіп отқан аймақтар бар ма? Негізі енді басымдық, енді өздеріңіз білесіздер, бұл жобаның негізгі басымдылығы бұл оңтүстік өңірлердегі, яғни миграция өте жоғары облыстардан біз яғни солтүстікке, шығысқа, мысалы Абай облысына, және Павлодар облысына, Шығыс Қазақстан облысына, солтүстік аймақтардағы облыстарға осы оңтүстік өңірлердің көші-қон мәселесін реттеу ғой. Бұл айтқан кезде миграция ел арасындағы мысалы азаматтарды, яғни жұмыс күші жетпей жатқан облыстарға соларды жіберу, солар арқылы, яғни айтқан кезде еліміздің экономикалық дамуына және кішкене болсын өзіндік үлесін қосуға азаматтарды тартуға. Тамаша, ал облыс ішіндегі қоныс аудару жағдайы қалай? Облыс ішіндегі қоныс аудару жағдайы яғни қазір таңда қарқынды жүзеге асып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, біз жаңадан құрылған облыс болғандықтан әртүрлі деңгейде және аудандарда жұмыс орындары, сонымен қоса жаңа құрылыс нысандары пайдалануға беріліп жататын болса, үйлер мысалы айтқан кезде егер мүмкіншіліктер болатын болса, ол дүниелерді біз жаңағы басқа облыстардан көшіп келген азаматтарды белгілі бір ауданға орналастырып қойсақ, кейін сондай мүмкіндіктер туып жататын болса, біз облыс ішінде де көші-қон мәселесімен айналысамыз. Жалпы азаматтардың ішінде де өз еркімен сіздерге жүгінетін адамдар болып жатыр ма? Иә, әрине, біз енді осы жаңағы айттық қой, соңғы іссапарға шыққанда және 700-ге жуық азаматтармен кездестік. Соны бір енді әр облыстан мысалға 3 отбасыдан бізде
жаңағы ниет білдіріп жататын болса, ол кісілердің барлығы яғни осы біздің облысымыздың тарихын, қандай экономикалық тұрғыдан жағдайын, қай аудандарға бару керек болады. Біз енді өздеріңіз білесіздер, 8 аудан, 2 қаламыз бар. Сол аудандардың барлық артықшылық мүмкіншіліктерін біз көрсетіп, біздің облыстағы экономикалық тұрғыдан қандай жаңағы салалар өте жақсы дамыған, қандай жұмыс орындары керек, қандай жұмыс берушілеріміз бар, ірі компанияларымыз бар, жаңағы орта кәсіпкеріміз бар, жеке кәсіпкерлер бар, солардың барлық жаңағы жұмыстарын ақпараттық насихаттық жұмыстарымен ғана түсіндіріп қоймай, сол компанияларды жеке-жеке біз талдап, ол кісілерге қандай мүмкіншілік бере аламыз, қандай жұмыспен қамтамасыз ете аламыз деген сұрақтарына жауап беріп, енді түрлі деңгейде сондай ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізіп, одан кейін біздің облысқа шақырдық. Көп жағдайда өздеріңіз білесіздер, енді біз енді бір Қазақстанда болғандықтан, яғни бұл қоныс аудару аса қиындыққа туғызбайды. Енді тек қана оңтүстік өңірлерге келетін азаматтардың көпшілігі яғни климаттық жағдайға аса мән береді. Біздің енді облыс өздеріңіз білесіздер, жылдың 4 мезгілі қатардан жүреді. Яғни жаз, қыс, күз сол жағдайларды сұрайды. Одан кейін біз енді көп жағдайға біз осы жыл тап болған мәселелер, бұл жылу мәселесі. Біз енді әлі күнге дейін көмірмен жаңағы қыста отымызды жағып отырсақ, мысалы оңтүстік өңірлерде газ мәселесі деген секілді. Ондай дүниелерді көрмегеннен кейін біраз азаматтар сондай қызық сұрақтарды қойып, қызығушылық танытып, сұрап, біліп, яғни әртүрлі сұрақтарына жауап беріп, осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді одан бөлек керісінше ұнап жатқан тұстарда болған шығар, әрине, тарапынан. Енді көп азаматтар біз түсіндіреміз, бұл енді жаңа жылдың 4 мезгілі қатарынан жүретін облыс болғандықтан, бұл тек қана облыс ауа райы мәселесі емес, біздің облысымыз артықшылықтарын түсіндіреміз. Ірі компанияларымыз бар екен, тау-кен өндірісі, машина құрастыру заводтары, құрылыс саласы қарқынды дамып келе жатқанын түсіндіреміз. Ауыл шаруашылығы саласы дамып келе жатқанын түсіндіреміз. Барлығын түсіндіре келе, яғни біз енді айтқан кезде жұмысшы күштердің аздығына байланысты сол кісілерге сондай мүмкіндіктерді айтамыз ғой. Көп жағдайда ірі компаниялардың алдын ала келісімдері бойынша қандай бізде вакансиялар бар. Қазір таңда енді мысалға түрлі мекемелер тарапынан ұсынылған ақпараттарға сәйкес біз арнайы вакансиялар тізбесін құрастырғанбыз. Сол вакансияларға сәйкес өздерінің келуіне жаңағы ең алғашқы жұмыс қой енді келген кезде мақсаттары. Сол жұмыспен қамтамасыз етілуіне біз толыққанды жағдай жасауымыз керек, ақпарат беруіміз керек. Одан кейін келіп жататын болса, біз ол азаматтарды толыққанды мемлекет тарапынан беретін қолдауларды ғана беріп қоймай, оларды жұмысқа орналастыруымыз негізгі міндетіміз. Енді былай қарасақ, осы қоныс аудару мәселесі аталған жоба екі мәселені бірдей шешуге өз үлесін тигізіп отыр. Бір жағынан жұмыссыздық мәселесі, бір жағынан кадр тапшылығы мәселесі. Біз енді облыстағы негізгі кадр тапшылығы мәселесі өте ауқымды мәселелердің бірі болып табылады. Қазір көп жерде жұмыс күші жетіскіліксіз. Яғни ірі компаниялар болсын, орта бизнес болсын, шағын кәсіпкерлер болсын, көп жағдайда бізге сұраныс, ұсыныс білдіріп жатады. Сол мәселелерді реттеу бағытында. Бұл тек қана біздің облыста ғана емес, жалпы республика деңгейінде мемлекеттік программа болғаннан кейін, жоба болғаннан кейін негізгі мақсаттардың бірі сол, азаматтарды жұмыс күші тарту, солар арқылы жұмыс жүргізу. Тамаша. Жалпы енді қоныс аударған азаматтар көбінесе мысалы өз кәсібін бастап кеткен, жалпы өз жұмысын жүргізіп жатқан жандар бар ма? Әрине, ондай жобалар да бар. Біз енді мемлекет тарапынан өздеріңіз білесіздер, 1,180,000 теңге көлемінде біз гранттар бар, арнайы 5 миллион теңге гранттарымыз бар. Биылғы жылғы мысалға 2,5% деңгейде жастарға арналған үлкен 5 миллион теңгеге дейінгі арнайы кредиттарымыз бар. Солардың барлығын, яғни келген азаматтарға толыққанды ақпараттар түсіндіріліп, сол жобаларға қатысуына шақырамыз. Енді осы жобалар арқылы өздерінің кәсіптерін бастап жатқан азаматтар да жеткілікті. Өзіңіз айтып өткен гранттар мәселесі бірнеше сома бойынша бөлінеді ғой деймін, осы айтып өтсеңіз. 1,380,000 теңге ол арнайы жеке кәсіпкерлікті бастау үшін стартап жобаларға арналған арнайы жоба. Ол біздің еңбек мобильді орталығы арқылы жүзеге асырылады. Өзінің арнайы критериялары бар, сол критериялар арқылы жобаға қатысып, жобалары мықты
болашақта бір қандай да бір біздің экономикалық дамуымызға үлесін қосатын болатын болса, міндетті түрде жеңімпаздар жаңа анықталып, сол жерде өздерінің кәсіптерін бастауға мүмкіншіліктер болады. 5 миллион теңгелікте негізі қайтарымсыз гранттарымыз бар. Жаңағы ол жобаларға да қатысуға болады. Көбінесе жерде инновациялық проектілерге, мүмкін енді оңтүстік өңірлерде бар жобаларда біздің өңірде жоқ. Яғни бір жаңа тың идеялар әкеліп жататын болса, ондай жеңімпаздарды қатысушылар өте көп. Біздің жаңағы келіп жатқан азаматтардың арасында сол жобаларға қатысып, өздерінің бақтарын сынап, қайтарымсыз гранттарды иеленіп жатқан азаматтарды қарастыруға болады. Сонымен қоса енді жаңа 5 миллион теңге көбінесе жастар енді облысқа келгеннен кейін 2,5% несие алып, өздерінің кәсіптерін бастап жатыр. Ол да бар. Жалпы енді қоныс аударып келген азаматтардың енді көпшілік жаңа өзіңіз айтып өткендей бірінші мәселесі жұмыс қой, жұмыс орнына орналасу. Жалпы белсенділік байқала ма азаматтардың тарапынан? Әрине, енді ең негізгі мақсат ол азаматтардың жаңа облысқа келгендегі енді әрбір азамат жеке өз басын алып келмейді, отбасымен, семьясымен. Сол азаматтар, отбасындағы азаматтарға қамтитын жаңағы белгілі бір деңгейде тұрақтылық керек, экономикалық тұрғыдан болсын, жаңағы сол жағдайларды қалыптастыру үшін жаңағы азаматтар ең бастысы бірінші мақсаттары енді жұмыс орны ғой. Облысқа келгендегіде, келген бетте жұмыспен қамтылу керек. Сол жұмыстардың және біз ұсынатын жұмыстар тізбесімен танысып, егер қандай да бір қызығушылық танытатын болса, біз арнайы жаңағы кәсіби иелерімен кездестіріп, қандай жаңағы шарттармен негізінде жұмыс жасайтын барлығын түсіндіріп, егер ұнап жататын болса, міндетті түрде сол жұмыстарға қарастырылатын болады. Осы жағы еңбек мобильдік орталығы ұсынатын жұмыс орындарының тізімі қаншалықты кең? Біз енді барлық саланы қамтамасыз етеміз ғой. Барлық салада біз енді тау-кен өндірісі, біздің облысымыздағы жаңағы мамандық иелері тізбесі кәсіпорындарға байланысты ғой, енді өздеріңіз білесіз. Айтқанымыз машина құрастыру заводы, құрылыс саласы бар, ауыл шаруашылығы саласы бар, білім беру, денсаулық сақтау, жаңағы халыққа қызмет көрсету деген секілді түрлі салалар қамтылған. Сол жобалар негізінде жаңағы арнайы тізбе құрастырылған. Сол тізбенің аясында вакансиялар қалыптастырылып, сол азаматтарға ұсынылады. Жалпы енді көшіп келген отбасыларда жалпы азаматтардың жиі қоятын сұрақтарына тоқталсақ. Енді жиі қоятын сұрақ, ең бірінші сұрақ сол атадық қой. Климат, ауа райы, одан кейін біздің халықтың тұрмыс деңгейі, қандай жұмыстар бар, қандай мүмкіншіліктер бар. Одан кейін мысалы біз облыс орталығы болғаннан кейін Семей қаласының мүмкіншіліктері басқаша екенін, біздің аудандарымыздың мүмкіншіліктері басқа екенін түсіндіреміз. Енді көп жағдайда артықшылықтарын айтамыз. Сол берген жаңағы мемлекет тарапынан мүмкіншіліктерді көрсетеміз. Енді біздің әрбір аудан өзінше ерекше аудандар. Соның барлығын тізбектеп түсіндіріп, кімге қай аудан ұнайды деген секілді потребность бар, өздерінің қалауларын көріп, соған сәйкес қанағаттандырамыз ғой ол кісілердің сұраныстарын. Енді осыған айтып өттіңіз ғой, жаңа грант беріледі деп, кәсіп бастайтын адамдар болса, өз жобасын ұсынып жатқан азаматтар болса, жалпы бүгінде тәжірибе бар шығар? Тәжірибе бар. Осы жобалар аясында біз қоныс аударушылар арасынан осы гранттық негізде, яғни 1,380,000 теңге көлемінде екі ауданның азаматтары бізде грант иегерлері атанған болатын. Ол кісілер өз кәсіптерін бастап, қазіргі нәтижелерін ақырындап көрсетіп жатыр. Бір азаматымыз сол Жарма ауданынан, екінші азаматымыз Аягөз ауданынан жұмыстарын бастап, қазір жеке кәсіпкер болып жобаларын бастап жатыр. Яғни қалаған азамат келіп өзінің жобасын ұсыну. Қалаған азамат болғанда ең бірінші біз енді көбінесе бұл әлеуметтік осал топ азаматтарына, назарларына қарастырған көпбалалы отбасы, әртүрлі күтімді қажет ететін азаматтардың, азаматтарға арналған, мүгедектігі бар азаматтарға арналған жобалар, көпбалалы отбасы деп айттық. Сондай азаматтар негізінде осы жобаларға қатысып, арнайы өзінің критерийлері бар. Біз еңбек мобильді орталығында біз ақпараттарды беріп отырамыз. Көп жағдайда сол ақпараттардың негізінде ол кісілер біздің әлеуметтік желідегі парақшалардан түрлі информацияларды алып, қосымша танысып,
кемшіліктер болса, осы жобаларға қатыса алады. Әрбір азаматты біз объективті түрде қарап, өздерінің кәсіптерін қалай бастайды, қандай деңгейде жүргізеді деген секілді арнайы жоспарларын көріп, одан кейін сол грантты арнайы комиссия бар, сол комиссия негізінде біз ұсынатын боламыз. Осыған дейін еңбек мобильдігі орталығы ұсынған жұмыс орындарымен де орындар жайлы сөз еттік қой, жалпы нақты сандарға тоқталсақ. Жалпы енді қазір таңда облыс деңгейінде біздің ақпаратқа сәйкес 914, яғни біздің орталықтың ұсынылған 914 вакансия бар. Яғни көбіне жағдайда біз медицина саласының қызметкерлерін іздестіреміз. Білім беру саласы, құрылыс саласы, жеңіл өнеркәсіп, ауыр өнеркәсіптегі әртүрлі вакансияларымыз бар. Оның барлығын толыққан сол біздің ақпараттық көздерден қарап, танысып шығуларына болады азаматтардың. Сол жерден біз толыққанда кез келген сұрақтарына жауап беріп, ары қаратай сәйкесінше тиісті көмегімізді көрсетуге мүмкіншілігіміз бар. Түсінікті. Енді қорытындыласақ, жалпы осыған дейін айтып отырмыз ғой, аталған бағдарлама, аталған жоба бірқатар мәселелерді қамтып отыр, жалпы нәтиже қандай, нәтиже көрініп жатыр ма? Нәтиже біз енді биылғы жылы бағана сөз басында айттық, 217 отбасты биылғы жылы біз көшіріп әкелдік. Оның 584 адамнан тұрады, яғни оның 196-сы қандас болса, 388-і өңірлік қоныс аударушылар. Биылғы жылғы ол кісілердің барлығы еңбек мобильділігі орталығының тарапынан ұсынылатын ұтқырлық сертификаты, экономикалық бір реттік көмек, сонымен қоса пәтер және әртүрлі коммуналдық қызметтерге арналған төлемдерді қамтамасыз етіп, ол кісілердің барлығында өздерінің жұмыстарына орналасып, яғни 168 адам бізде тұрақты жұмысқа орналасса, 12 адам, яғни уақытша жұмысқа орналасып, қазір облыс деңгейінде, облыс аумағында тұрып мекендеп жатыр. Тамаша, Еркебұл мырза, көп рахмет. Енді өзіңіздің тарапыңыздан көрерменге айтарыңыз болса, таңғы тілегіңіз болса. Барлық семейліктерге осы апта сәтімен болсын дейміз. Тек қана отбасыларыңызға амандық, жақсылық тілейміз. Жұмыстарымыз, яғни облыс үшін жасап жатқан жұмыстарымыз, ел үшін жасап жатқан жұмыстарымыз табысты болсын. Сіздерге рахмет. Осылайынан бізді шақырып, ақпаратпен, яғни біз халықпен бөлісіп жатқанымыз бізді қуантады. Толыққанды ақпараттардың барлығын жалпы қоныс аударушылар бойынша, бос жұмыс орындары бойынша, яғни біздің ұсынып жатқан ақпараттардың барлығы осы Абай ИМО деген әлеуметтік желіде парақшамыз бар. Сол жерден қарап танысуға шақырамыз. Рахмет. Тамаша, өзіңізге де алғыс білдіреміз. Осы алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге. Қажетті ақпаратпен бөлістіңіз, біздің көрермен үшін өте пайдалы болды деген үміттеміз. Алдағы уақытта тек қана сәттілік. Еңбегіңіз табысты, сәтімен болсын. Рахмет. Қымбатты көрермен, осы жерден хабарымыздың екінші сағатының алғашқы бөлігін тәмамдасақ деген ойымыз бар. Дәл қазір кезекті айдарымызды өздеріңізге ұсынғымыз келіп отыр. Әріптесіміз Азамат Кәлімбековтің дайындаған бейне материалы ертегілер әлемі. Айдар екен, Айша Амантаева деген біздің кейіпкеріміз тамаша ертегі оқып береді. Қымбатты көрермен, бірге тамашалайық. Сәлем балалар, менің есімім Айша Амантаева. Мен сіздерге Арыстан мен Тышқан атты ертегіні оқып беремін. Ертеде орман патшасы Арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Бір тышқан ойнақтап, үстіне жорғалап жүргенін сезіпті. Арыстан ұйқысынан ызаланып оянып, тышқанды ұстап алып өлтірмекші болғанда, тышқан жалбарланып: «Тақсыр, мен өлтірмеңізші, бір жолға кешіре көріңіз, бір күні мен де бір қызметіңізге жарармын» депті. Арыстан оның сөзіне күліп: «Сен өзің кішкентай бір тышқансың, мен қандай қызметіңе жарамақсың?» деп жаны ашып тышқанды қоя беріпті. Тышқан байғыз қуанып: «Арыстан досым!» деп жүгіріп ойнап кете беріпті. Күндердің күнінде Арыстан жортып ойнап жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шарқ құрып, тапырлап, ақырып, бақырып жатса да, тұзақтан құтылып
құтыла алмапты. Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл халін көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда арыстан тышқанға қарап, «Лажың бар ма бұған қылар?» депті. Тышқан дереу тістерімен тұсақтың жіптерін кеміріп, қиып кеп жіберіп, арыстанды тұсақтан құтқарыпты. Тышқан арыстанға, «Мені кішкентайсың» деп мән бермеуші едің. «Міне, сені бір ажалдан алып қалдым» депті. Осылайша арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатынын жақсы түсініпті. Осымен ертегім аяқталды. Келесі бағдарламада кездескенше. Семей қаласы желтоқсанның 8 мен 20 аралығында Дастан кинотеатрында Якутияның 10 етігінің сатылымы өтеді. Жұмыс уақыты таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін. Мекен жайы Мәңгілік ел көшесі 2, 0%-бен бөліп төлеу қарастырылған. Көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз. Еңселі елдің ертеңі тақырып аясында әрі қарай жалғастырсақ деген ойымыз бар. Студиямызға жайғасқан қымбатты меймандарымызбен таныс болыңыздар. Нұрбол Жүнісов, өнертапқыш, студент, Павел Нестеренко, жетекшісі. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Тамаша, енді жобамен таныс болсақ, өйткені барлығымызда қызық болып отырған шығар, стилде тұрған. Иә, бұл бізде ішкі шу аппараттары, қарапайым тілді айтқан кезде дрондар деп аталады. Жалпы бұл жобада енді барлығыңыз білесіздер, робототехника саласы өте қызықты салалардың бірі. Сондықтан осы дрондар неметеді. Жерде жүретін роботтар бар, қимылдайтын роботтар бар. Ал роботтардың бұл түрі ұшады, кәдімгі ұшады, пропеллерлері бар, орналасқан. Бұл дронды толықтай қолдан жасалған деп айтуға болады. Детальдар шетелден заказ берілген және сол арқылы құралған еді. Дрондардың мақсатына келетін болсақ, бұл жобаға келетін болсақ, балаларды үйрету. Программаға үйрету, ұшуға үйрету және түрлі шараларда, жарыстарға қатысқан кезде балаларды, студенттерді жалпы осындай қызықты дүниелерге, болашаққа келетін дүниелерге үйрету болып келген. Енді дрондарға келетін болсақ, бізде 2 дрон тұр. Біріншісі қарапайым дрон, ұшуға арналған FPV камерасы бар, FPV шлем арқылы және өзінің пульті болады. Осындай пультімен ұшады. Қарапайым дрондардың түрі кәдімгі. Ал екінші дронға келетін болсақ, бұл арада ерекше деп айтуға болады. Өйткені бұнда көріп тұрғандарыңыздай астында Raspberry.Pi деп аталатын мини-компьютер орналасқан. Сол арқылы бұл дрондардан автономды түрде, яғни программа жасау арқылы ұшуға болады. Сол арқылы біз түрлі іс-қимылдарды адамның қажеті жоқ, келмейтін жерде, компьютердің миы жететін жерлерде ғана қолданамыз деп те айтсақ болады. Жалпы жобамыз осы дрондардан, осы Digital Pro сайысы арқылы біз бірінші орын алып отырмыз. Осы дрондарды IT саласында дамытып жатырмыз қазіргі таңда. Павел, вы являетесь наставником, да, получается, Нурбола? Как пришла вообще идея данного проекта? Данного проекта? Ну, мы, получается, в нашем IT-центре, в нашем заведении электротехнического колледжа занимаемся подобными соревнованиями, подобными проектами, получается. Мы их дронами мы заинтересовались где-то, наверное, в 2019 году примерно. И мы решили сделать вот этот проект. У нас были дроны, точнее есть, от компании DJI, Inspire, Mavic Mini. Они, получается, являются более профессиональными для аэросъемки. И нам захотелось, получается, сделать своими руками что-то вот наподобие нашего дрона. И, соответственно, мы начали думать, проектировать, и с каждым годом мы, получается, его улучшали. То есть мы взяли основу, это, получается, у нас карбон, и защита у нас, получается, идет оргстекло. У нас есть станки, на которых мы можем это все вырезать, все это делать, и, соответственно, мы можем полностью сделать дрон на 3D. То есть у нас есть 3D-принтера, мы можем полностью их распечатать. Заказывали, получается, основные компоненты, это, электроника. Сколько вы уже занимаетесь этим делом, получается, именно дронами? Дронами мы занимаемся уже, порядка 3 лет. 3 лет? Да. Замечательно. Нұрбол, енді өзіңізге келсек, жалпы бұл дрондардың мүмкіншілігі қандай? Бұл енді құрастырылып жасалғандықтан құрастырмалы робот
түріне айналғандықтан шектеулігі жоқ деп айтсақ болады. Шектеулік сіздің фантазияңызға байланысты. Енді қарап тұрғаныңызда кәдімгі басынан робот болып саналған дрон осы жай шу. Артынан бізге камера қосылды, FPV камера. Яғни біз бұны адам көрмейтін жерде қолдана аламыз. Бақтауға, съемка жасауға, түрлі жаттарға. Артынан бізге міне Raspberry Pi қосылды. Ол программа жасау үшін және автоматты түрде, автономды түрде өз-өзін ұшу, өз-өзін басқару ретінде қолданылды. Одан кейін бізде захват қосылды. Захват деген енді құралып алынатын бір заттарды алып тасымалдау үшін арналған зат болды. Ол да осындай үлкен робот болып саналды. Просто мында Raspberry'нің орнына бізде захват тұрды. Сол арқылы біз түрлі заттарды тасымалдап жасай аламыз. Содан кейін бізде Әли Аскерханов деген студент болды, осы дрондармен айналысқан. Ол бала бізде неметтік, өз мамандығымен үйлестіргісі келді осы дрондарды. Сол арқылы оның мамандығы электрик болды. Яғни электр бағандарына шығу адам өміріне қауіпті ғой, енді қыста да, жазда да. Сол арқылы ол осы дрондармен үйлестіріп көргісі келді. Сол арқылы ол бұл дрондарға мультиметр аппараты, тоқ қуатын өлшейтін, кедергісін өлшейтін, сол секілді түрлі заттарды өлшейтінді осыған орналастырып, сондай электр бағандарына ұшып шығып, тоқтарды тексеру арқылы сондай өзінің жобасын шығарған болатын. Енді былайша айтқанда құрастырылып жасалғандықтан сіз түрлі заттарды қоя аласыз, сол арқылы сіздің фантазияңызға байланысты. Тамаша. Жалпы күнделікті кәдімгі күнде қолданып жүрген дрондардан айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы алатын болсақ, жаңа айтып өттік қой, біз DJI фирмасынан идеямызды алғанбыз. Олар қарапайым түрде мысалға аэросъемка, видеоларға арналған болса, біздің роботтар спорттық режимде ұшады. Оларда датчиктер бар, түрлі стабилизация бар, ұшу жеңіл болғандықтан олармен қолдан оңай. Бірақ олардың бағалары қымбат. Ал біздің дрондарды толықтай қолдан жасалғандықтан, бұл да электроника ғана бізде ақы тұрады, ал қалғандарын бәрін өзіміз қолдан жасадық. 3D принтермен жасауға болады, борт стеклодан кесуге болады, түрлі станоктарын жасайды. Айырмашылығына келетін болсақ, қарапайым дрондарды, фирма, заводтарда шығарылатын дрондарда, мысалы сіздер бір дрон алатын болсаңыздар, онда захват болмауы мүмкін, программа жасауы болмауы мүмкін, немесе кейбір дрондарда камера да болмайды. Ал бұл дрондарда түрлі заттарды жасау арқылы сіз өзіңізге ыңғайлы жасап ала аласыз. Және FPV камерасы бар, программа бар, түрлі ойын ойнауға болады бір-бірімен деген секілді тағы да басқа заттарды істеуге болады. Павел, сколько времени ушло именно на разработку этих дронов? На разработку, ну, много времени этого не занимает. В основном мы ждали компоненты, когда придут, то есть мы заказывали, получается, с Китая, можем заказать с Алиэкспресса, например. В основном немного времени это требует, чтобы создать вот такой подобный проект. Ну, соответственно, мы сначала изучали вообще, как это происходит, изучали сам дрон, учились сначала летать в симуляторе, то есть у нас есть специальный симулятор для обучения, то есть чтобы сначала студент мог полетать на нем, получается. И потом, соответственно, уже собрали его. Как оценили проект на фестивале? Понятное дело, первое место, но в любом случае. Оценили. Каждый, получается, они подходили, в основном хорошо, соответственно, то, что они подошли, спросили, как, кто и так далее, типа, какой колледж там, и с ней интересовались, можно ли потом будет к вам прийти, записаться, то есть учиться этому, да, то есть, соответственно, реклама такая небольшая. Ну, в основном это были хорошие отзывы, то, что вот молодцы там и так далее. Жалпы, Нұрбол, бұдан басқа да жобаларыңыз болып па еді? Иә, бұдан басқа жобаларым болған. Біз жалпы осы дрондарды ғана қарастырып отырмыз ғой қазір. Оның алдында мобильная робототехникамен айналысқанбыз. Ол кезде дрондар емес, жалпы роботтардың мамандықтармен үйлестіру бойынша. Жаңа айтып өткенде Әли Аскерханов жасаған өзінің жобасын. Ал біздің жобаларда медицина саласында қолданысқа ие болған, осы бәрімізге белгілі COVID-19 ауруы болды. Сол кезде адамдар немелерге
науқастарға жолай алмаған, өйткені вирус болды. Сол кезде біз роботтарды ойлап таптық, дәрі дәрмектер жеткізетін, услуга жасайтын адамдарға түрлі көмек көрсете алатын роботтарды жасағанбыз. Ал одан кейін де қарапайым осы құрастырмалы роботтардан біз тасымалдаушы роботтар, түрлі қимыл іс-әрекеттер жасайтын роботтарды ойластырғанбыз. Енді ең үздігі осы ұшатын роботтар болып келіп отыр. Өйткені енді қарапайым жүргеннен қарағанда ұшқан ерекшеленіп көрінеді ғой. Жалпы осы робототехника саласына қашан қызығып бастап едің? Робототехника саласын осы колледж қабырғасына қадам басқаннан бастап қызықтым. Біздің колледжде IT центр бар. Сол IT центрда жалпы түрлі осындай заттарды мүмкіншілік ашады студенттерге, үйретеді, программа жасайды. Сол секілді тағы да басқа салаларда жасауға болады. Енді мен қызығып отқан салалардың бірі 3D принтерлар, 3D модельдеу және тағы да басқалары. Өйткені осындай іс-шаралар жасаған кезде бізге өте керекті сол 3D принтерлардың бірі болады. Өйткені осындай детальдардың бәрін сол арқылы біз модельдеп, печать жасап, түрлі заттарды істей аламыз. Және екінші сала бар, бізде мехатроника саласы бар. Сол салаға да қызықтым. Және бастап қатысып көрдім, программа жасауға болады. Онда қандай сала түсіндіріп өтсең? Ол салаға келетін болсақ, ол кәсіп орында мини түрде, шағын түрінде жасайды. Яғни осы столдың көлеміндей қып, бір кәсіп орнының кішкене макетін жасау. Сол арқылы өзінің мүмкіншіліктерін жеткізу, ол мысалға қарапайым Кока-Коланы алсақ болады, соған пластикін жасау, мысалға соған су құю, қақпағын жабу, ары қарай дайын өнімді нарыққа жіберу деген секілді. Қарапайым завод үлгісін, өнеркәсіпті осындай кішкентай үлгіде көрсету болды. Соған да қызығып, оның программасын жасап, түрлі іс-шараларын атқарған. Тамаша, бізге байланысқа шыққан көрермен бар сияқты, тыңдап көрсек. Тыңдап көрейік, иә. Қайырлы күн. Байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз, байланыстасыз, иә. Ой, қандай керемет. Көп рахмет. Вот такие пожелания от нашего телезрителя вам. Спасибо. Нұрбол, өзіңізден сұрағымыз келіп отыр. Жалпы Digital Abay фестивалі алғашқы байқау ма өзіңіз қатысқан, әлде бұған дейін қатысып едіңіздер? Жоқ, бұған дейін біз түрлі сайыстарға қатысқанбыз. Олардың бірі WorldSkills жобасы. WorldSkills жобасынан жаңағы мобильный робототехникадан қатысқанмын, осындай ұшқыш аппараттарынан қатысқанмын, және тағы да басқа осындай IT саласында жүрген робототехника саласының жарыстарына қатысқан болатынмын. Тамаша. Павел, как вы оцениваете сейчас, всем заметно, наверное, такой всплеск развития робототехники? Как вы оцениваете, как можете прокомментировать этот вопрос? Соответственно, мы очень рады тому, что это все не стоит на месте, да, так же, как мы этот проект также проектировали, мы его дополняли с каждым годом, его усовершенствовали и так далее. Сам я лично являюсь чемпионом WorldSkills, то есть ШИГИЗ в 2018 году, по-моему, проходил. Сам я занимался тоже робототехникой, соответственно, это же потом занимался дальше, получается, потом перешел на дроны. То есть я вот именно по мобильной робототехнике я уже преуспел, так скажем, да. Потом я разготовил свою команду. Они, ребята, добрались до мирового чемпионата, получается, WorldSkills. Это Нурики Нафир, ссылку Мамбиков Ерниас. И, соответственно, мы дальше начали это развивать сами тоже. Нам это очень нравится, мы этим занимаемся. Замечательно. Жалпы Нұрбол, өзіне сауалымыз бар. Жалпы бұл жобаны жетілдіру алда ойда бар ма? Әлде жаңада мүмкіндіктерге ие бола ма?
Иә, бұны енді қазіргі күнде айттым ғой, адамның фантазиясына байланысты біз осы программа саласын ары қарай дамытсақ деп отырмыз. Сол арқылы енді QR кодтарды сканерлеу, содан кейін адам түрін анықтау деген секілді сканер лица, және тағы да басқа түрлі автономды заттарды захваттан, механический захват емес, магнитный захватты да көрсек деп отырмыз, және тағы да басқа енді фантазияға байланысты ары қарай жалғастырамыз деген ойдамыз. Жалпы Нұрбол, өзің мамандығың қандай бүгінде? Мен мамандығым электрик, электромонтаждау жұмыстары, яғни электрмен қамтамасыздандыру, сол бойынша, иә. Ал осы дрондардың мен мамандығыма бір қатысты жері, бұнда бәрі қолдан жасалғандықтан, бұнда пайка, электрониканы бір-бірлеріне жалғау, дәнекерлеу деген секілді істер менің мамандығыма да қатысы бар. Сол арқылы мен өз мамандығымдан да біраз... Яғни өз қызығушылықпен де айналысып үлгересің, және бір жағынан жаңағы мамандық бойынша да ары қарай жетіле бересің. Тамаша. Жалпы ұстаздардың пікірі қалай? Осы бойынша өзіңнің айналып жүрген қызығушылығың бойынша? Ұстаздар да енді қызығушылықпен қарайды көбінесе, былай ойлары жақсы. Былайша айтқанда, олардың да осындай іс-шарамен айналысып келеді, бірақ уақыттары тимейді, енді ұстаздарды білеміз ғой. Үйренеді, келеді, қызығады, ұшып көрейінші дейді, береміз, енді ұшып, айналысып, осымен көріп жатады көбінесе. Тамаша, жалпы енді жақындарың, достарың өзде осы салада бірге айналысып жүрген адамдар бар ма? Иә, бізде IT центрда достарымызбен бірге осындай WorldSkills жобаларына қатысып жатырмыз. Осы WorldSkills бойынша мехатроника жаңа айттым ғой саладан. Сол саладан осы республика жарысынан бірінші орын алып келді. Бізде екінші балалар, достарым осы Баука деген баламен, сосын Елдан деген балалар осы. Осында келді ғой Абайдан. Иә. WorldSkills жобасына қатысып келген. Иә. Жалпы иә, осы достарымда осындай іс-шараларға қызығушылықпен қарайды. Бізде мобильный робототехникадан жаңа айтып өткендей, студенттер жүр, осы дрондарды көрейік деп, үйретші деген секілді ниетпен қарап жүр. Тамаша. Павел, как вы оцениваете активность студентов в данной сфере? Насколько они сейчас вовлечены в это? Ну, мы с каждым разом стараемся их вовлечить в это. Также у нас в колледже проходят мероприятия, там, то, что мы рассказываем, то, что у нас существует IT-центр на базе нашего колледжа, то, что мы занимаемся дронами, мобильной робототехникой, мехатроникой. Ну, в общем, у нас много компетенций получается. Мы очень рады этому, конечно же, то, что к нам приходят студенты, они завлечены, соответственно, мы обучаем также дополнительно. Например, если у нас студент приходит из группы программистов, получается, да, здесь, соответственно, есть электрика на дроне, да, точно. Мы обучаем его, соответственно, электрике дополнительно. То есть не только то, что он там должен программировать, например, дрон, да, вот у нас второй дрон для программирования стоит, а и может еще дополнительно изучить электрику, то есть, потому что здесь элементы, все электронные элементы, они, соответственно, паяны, паяльником нужно работать, да. Также мы, кроме наших студентов, мы еще и обучаем с других, например, областей, то есть к нам приезжают на курсы, получается. Мы также пытаемся завлечь не только с нашего колледжа, а с других городов, областей и так далее. Вот. Нұрбол, енді жаңағы жобада Digital Abay фестивалінен көп әртүрлі жобалар болды ғой, осыдан бөлек. Жалпы қарсыластарының ішінен қандай жоба ұнады, көзіңе түскені болды ма? Қарсыластарының ішінен Лего бойынша мектеп оқушыларының деңгейінде енді солардікі ұнаған болатын. Қандай жоба екен? Олар транспорт жасау, сол арқылы олар робот құрастырып шығарды, Лего арқылы. Сол арқылы олар транспорт жасап жатты. Енді сол былай қызығушылық таныттым. Бірақ бізде енді одан да жоғары деңгейлер болғандықтан, енді болашақта соны да көре жатамыз деген ойдамын. Ондай идея да бар. Жалпы байқауда бірінші орын алам деген ой болды ма? Қатыспай тұрып, дайындалып жүрген кезде? Енді иә, байқау болған соң, жарыс болған соң енді бірінші орын алам деп барады ғой әр студент. Әрине. Иә, осындай күшті дайындықпен барып, енді жүлделі орын алып отырмыз. Ал жеңімпаз деп, жүлдегер деп хабарлағанда қандай әсерде болдыңыз? Негізі күтпедім бірінші орын алатынымды, қатты ыңғайсыз жағдай болып қалды. Содан кейін енді атым аталған соң жүгіріп шығып, қуаныш сезімі әрине, осындай жүлделі орынға ие болғаныма жақсы сезіммен қарадым былайша. Тамаша, сәл сұхбатымызды үзе тұрайық, кейін ары қарай хабарымызды жалғастыратын боламыз. Қымбатты көрермен, өздеріңізге тағы да бір кезекте бейнематериалымызды ұсынғымыз келіп отыр. Ас дайындау
жайлы керемет бейнесюжет екен. Жалпы жаһанда қыздарға қарағанда жігіттер тағам жақсы жасайды екен. Қазір енді әлемге әйгілі ең мықты аспаздар ондығына да тек ер адамдар енген екен. Енді бұл тұста статистикаға сүйенудің қажеті жоқ сыңайлы. Өйткені өзімізде күнделікті өмірде куә болып жүрміз ғой. Жалпы бәлкім мерекеде ғана ас үйге бас сұққаннан болар жігіттердің пісірген тағамы дәмдірек болады деп жатады. Тілшіміз дайындаған кезекті бейнематериалға көз жүгіртсек, кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Әдетте ас үйден ене мен келінді жиі көреміз, ал атасы мен келіні бірге ас әзірлейтін бұл әулетке көпшілік тамсана қарайды. Әділхан Төменбаев қолы қалт етсе, дәмді тағам дайындауды ұнатады. Біз барғанда ол қолына қажетті құралдарын алып, жаны қалайтын іске кірісіп кетіпті. Қазақша біреулері бастырма дейді, қазан кеба дейді, орыстар жаңа овощной рагу дейді. Бірақ мен өзімнің фантазияменен не керек соларды салып жатырмын. Балдар не жақсы көреді жейтін, соны салам бәріне. Бірінші қойдың құйрығынан салып, қойдың құйрығына нетем, ет салам. Сосын сала берем, морковь, бұрыш. Ас дайындағанда қиялға ерік беремін. Бұл іс маған ерекше әсер, тыныштық сыйлайды дейді кейіпкеріміз. Түрлі тағамның жасалу тәсілін бала күнде шешесінен үйреніпті. Бір қызығы анасының қолынан мемлекет қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың өзі ас ішкен. Бала кезімізден шешеміз повар болды. Повар болғасын өздері колхозда столовойда жұмыс істейді. Соған кетіп қалады, алтауымыз бір-бірімізді қарап, тамақтарды сөйтіп үйретіп кетті. Шешеміз атақты повар болды, ауылда жаңа даже Қонаев 3 рет 4 рет біздің ауылға келгенде бір рет астан дәмін етіп, сосын жаңа постоянно Қонаев келе жатқанда облысқа обкомнан жібереді, машина бір жерге барып, мамам сол жерде тамақ пісіріп береді. Әділхан Рамазанұлы қазір зейнеткер, әскери қызметте болған. 3 ұлы 2 қызы 13 немересі бар. Жанжары Эльмира отағасының аспаз болуы талай кезде жұмысын жеңілдеткенін айтады. Әдекеммен бері қосылғаннан бері ас үйде аспазшы ол, осы үйдің отбасымыздың тамағы өте дәмді, тартымды. Достарымыз, жолдастарымыз келгенде осы кісі өзі айтады, енді мен әзірледім деген уақытта мен ұялып қалам, енді әйел адам болып дастарханға. Жалпы соның қолдан істеген, осы аулада өсірген жеміс-жидектерден варенье істейміз екеуміз. Достарымыз келеді, құрбы-құрдастарымыз келеді. Осы Әдекеңнің тамағын аңсап келеді барлығы да. Келінім Динара 10 жыл болды түскеніне. Қазір атасы екеуі жарыс істейді тамақты. Үйдің кенже келіні Динара алғашында қайынатасының бұл өнеріне таңғалған жасырмайды. Дәмді тамақтың түр-түрін жасауды үйреткен. Арасында ас үйде әбігерге түсіп жүрген келіне көмектесіп тұрады. Бір күні папа тамақ пісіріп өзі кухняға кіріп кетті, сосын мен де қасында көмектесіп жүрдім. Кешкісінен де тамақтың дәмін көргенде өте күшті. Папа өзім таңғалдым, шыны керек, ер адамның сондай мол қылып, кәдімгідей қайсысын бірінші қосу керек, мынаны қосса пайдалы болады деп, тамақты күшті қылып әзірлегенде таңғалдым. Тек бір тамақты білетін шығар десем, жоқ, папа дейтін басқа да передачаларды қарайды. Мысалы, российский каналдардан, передачалардан қарап, келесі күні соны қайталап отыратын болды. Сөйтіп, бізге жақсы болды. Папа тамақ істеп демалса, біздер бос уақыт болады, бізде келін болғасын өзіміз демалып оламыз. Кейіпкеріміз отбасының ұйытқысы, кез келген бастамаға қолдау көрсетіп отырады. Татулығы жарасқан әулет бақыттың құпиясы сенім мен түсіністікте деп біледі. Ең бастысы сыйластық, сүйіспеншілік бар болса, сенімде келешекке деген үмітте жоғалмайды. Төменбаевтар жаңғырығы мұның жарқын үлгісіндей. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, хабарымызда одан әрі жалғастыра еңселі елдің ертеңі тақырыбы аясында сұхбатымызды өтіп отырмыз. Нұрбол, өзіңе сұрақ, енді жалпы ата-ананың қолдауы қандай бүгінгі осы саламен айналысып жүргеніңе, жарыстарға қатысып жүргеніңе, байқауларға қатысып жүргеніңе? Енді ата-анам көп білмейтін бұндай іс-шарамен, жай шет жағасын еститін, осы дрондар ұшырады деп қана, ал бұндай іс-шараға қатысып жүргенімді білмеді. Осындай жүлделі орын алғаныма өте қуанды. Және де одан сайын әрі қарай жетелеп, енді мотивация беріп деген секілді өздерінің қолдауларын көрсетті. Жалпы бұдан бөлек басқа да дүниелермен айналысасың ба? Қызығушылықтарың, хоббиің бар ма негізі робототехникадан бөлек? Енді бұдан бөлек енді гуманитарлық салада колледж президентімін. Сол арқылы түрлі дебат клубтары деген секілді сондай іс-шараларға қатысып жүрмін. Түрлі жобаларды қорғап, және сол секілді
ауызша түрде иә, тамаша. Керемет. Жалпы енді бұл негізгі, бұл жобаның негізгі құрылымдарына тоқталсақ, қандай құрылымдардан тұрады? Мысалы, дронның негізгі құрылымдарымен таныстырыңыз неге? Дронның құрылымымен танысып өтетін болсақ, ең маңыздысы енді бұл арада моторчиктар деп ойлаймын. Өйткені бұл электромоторлар, электр қозғалтқыштар магниттік өріс арқылы жұмыс атқарады. Сол арқылы оның үйкеліс кедергісі жоқ. 2000 оборотқа дейін шу айналу арқылы шу қабілетіне ие болады. Және де бұл немелердің өзіндік құпиялары бар, ерекшеліктері бар. Мысалға, осы екі диагональный электр қозғалтқыштар бір бағытта айналса, екі қозғалтқыш керісінше бағытта сағат тіліне кері айналады. Себебі сол арқылы ұшу қабілетіне ие болады. Ал бәрі бір жаққа айналатын болса, аударылып қалу қаупі бар, иә? Ал екіншісіне келетін болсақ, камера көріп тұрмыз. Бұл FPV камера, яғни осындай FPV дуылғы арқылы адам көрінбейтін жерге, мысалға, бір зданияның ішіне кіру, бағдарлау, жобалау деген секілді заттарды қарастырылады. Сол арқылы біз адам мүмкіншілігі жоқ жерлерде ұша аламыз осындай аппараттармен. Үшіншісіне келетін болсақ, мұнда батарейка қарапайым өзіміздің. Бұл батарейкалардың да ерекшеліктері бар. Өйткені бұл өте жеңіл батарейкалардың бірі, бірақ бір кемшілігі бұл батарейкалар толық қуаты сөнетін болса, қайтадан немете алмайды. Қуат ала алмайды, зарядка толтырмайды. Сондықтан бізде осындай пищалка деп атаймыз. Осы қолданылады. Сол арқылы біз осының батарейканың қуаты төмендеген кезде дер кезінде алып зарядкаға қоя аламыз. Ал тағы келетін болсақ, оны арада бізде распределитель питание тұр. Сол арқылы бұл былайша айтқан миы десек те болады. Осы пульт арқылы пульттен сигналды алып, осы моторчиктарға қуат беру арқылы шу қабілетіне ие болады. Екінші дронға келетін болсақ, бұнда Raspberry Pi деп жаңа айтып өткендей, бұл кішкентай компьютер деп айтсақ болады. Осы арқылы ол өзінің автономды программа, жазған программаны қорытып, ары қарай іс әрекеттерін, қимылдарын атқара алады. Яғни моторчиктарға қуат береді, өзінің астындағы камерасына сигнал беру арқылы, және астында датчик полеты, датчик заты тұр. Сол арқылы өзінің қанша метрде ұшып жүргенін ұшу биіктігін анықтай, ұшу биіктігін анықтай алады. Жалпы осы, ал қалған детальдар қарапайым карбоннан, оргстеклодан жасалған. Осыған дейін айтып өттіңдер ғой, жалпы бұл спорттық режимде ұшатын деп, жаңа қарапайым дрондардан бөлек, жалпы сыртқа шығып тексеріп көрдіңіздер ме? Иә, сыртқа шығып ұшып жүрміз. Осындай шлемдермен, дуылғамен сыртқа шығып ұша аламыз. Бірақ бір кемшіліктері, ол DJI дрондарынан бір кемшілігі, DJI дрондарының өзінің датчиктері болады. Яғни аспанда ұшқандықтан аспанда ауа қысымы жоғары және желді күндері асқын жел болған кезде олар өздерін бір қалыпты ұстай алады. Ал бұл дрондарда ондай датчик болмағандықтан ұшу қиындыққа түседі. Жалпы негізі IT центрда өзіміздің арнайы алаңы бар, сонда ұша аламыз. Тексеріп алуға болатын алаң, иә? Сол арқылы ұшып, өзінің жұмысқа қабілеттігін тексереміз, және де сонда жұмыс атқарамыз негіз. Дала, өйткені далада суық күндер болады, ауа райына байланысты деген сияқты. Камерада тапсырыс беріліп алынды ғой, иә, былайша айтқанда? Иә, камерада тапсырыс беріп алынды. Бұл Алиэкспресстен алдық, былайша айтқанда. Сол арқылы мүмкіндік көбейді десек те болады. Және де камераның өзіндік құпиялары бар, әлі бізге ашылмаған түрлі камералар енді зерттеу бағытында жанып, күйіп кетіп те жатады. Сол арқылы шығындарды көп кетеді бұл салада. Хорошо. Павел, какие пожелания будут нашим телезрителям? Или можете передать привет кому-то, есть что сказать? Можете насчет данной сферы сказать пару слов? Конечно, хотелось бы передать привет всем нашим участникам, которые здесь были до нас, так скажем, родителям, соответственно. А остальным хочу пожелать, чтобы они не останавливались на своих целях, путях, чтобы они занимались этим, также развивали это дальше. Не то, чтобы только мы занимались этим, а остальные тоже. Студентам
школьникам и так далее. То есть. Нұрбол өзінен тілек болса? Біздің көрерменге айта аласың? Енді осы айтыс саласында жүргенде әр студентке, әр спортшыға десек те болады, жүлделі орындарды тілеймін. Өздерінің алға қойған мақсаттарына жетуге тілектеспін. Жалпы осындай армандарына, мақсатқа талмай, өздерінің беттерін бұрмай деген секілді, алған дегендерінен қайтпай, осы мақсаттарына жету керек деп ойлаймын. Ал енді сәлем айтатын болсам, осынан Алтын көпір атты ұйымына сәлем айтқым келіп отыр. Және де өзім отбасыма сәлем айтқым келіп отыр. Көп рахмет, осы алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, жобаларыңызбен таныс болдық. Тамаша, алда уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Жобаларда жеңімпаз болып жүре беріңіздер. Қымбатты көрермен, Елге сәлем хабарының бүгінгі шығарылымын осы жерден тәмамдаймыз. Келесі шығарылымда жүздескенше дейміз. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.